Кішкене жиналғанша күтейік, қыздар. Даусым бар ма? Даусым естіліп тұр ма? Үзіліп кетті. Я, маған звонок жасап жатыр. Даусым естіліп тұр ма? Бейнем жақсы көрініп тұр ма, қыздар? Гүлнар ханым, рахмет. Даусым енді жақсы ма? Жоқ, бәрі нормально болады, но мен түсінбеймін, тікелей эфирде отырған кезде неге звондайды? Специально звондай ма? Құдай үшін көмекшілер, жаңағы қыздар, менің көмекші қыздарым. Настройкадан қараңдаршы, маған звонок келмейтіндей бір нәрсе істеңдерші, Құдай үшін. Менде дауыс жоқ. Дауысым естіліп тұр ма? Эльмирка, сен де неге дауыс жоқ? Қос белгісін қойыңыздаршы, дауысым жақсы болса, бейнем жақсы көрініп тұрса. Естілді бар. Жаңа 500 адам отыр еді, қараңыздаршы. Біреудің сонша еңбегін жоққа шығарып, неге звондайды, мен түсінбеймін. Енді естіліп тұр. Енді ол да бір Алланың бір сынағы шығар бізге жіберген. Біздің шыдамдылығымызды, сабырлылығымызды, қаншалықты сабырлы бола алады, қаншалықты сабасынан шықпай, сабыр дей алады деп. Бақыт ханым, қалайсыз? Естіліп тұр. Қазір жаңағы отырған адамдар кірсін. Оға дейін жаза отырыңыздар. Сіздер жаңа неше рет шапалақ ұрдыңыздар? Неше рет болды? Енді естіліп тұр дейді. Хайыр дейді. Я, әрине. Естіліп жатыр. 300 болдық. Естіліп тұрса, қыздар, комментарийді өшірейін. Комментарийді өшірейін да, сабағымызды бастай берейік, рұқсат болса. Қымбатты қыздар, біз жалпы мұна өмірде біздің қанымызда, яғни біздің қанымызда, сонымен бірге балалық шағымызда көптеген информациялар жатады. Балалық шағымыз бен қанымызда. Мысалы, көз алдарыңызға үлкен бір талды елестетіңіздерші. Үлкен дейік па, жас тал дейсіздер ма? Әйтеуір көздеріңізге қандай ағаш елестейді, сразу үлкен бір ағашты елестетіңіздер. Біздің геніміздегі кедейлік кодын өшіріп, ақша потогын ашу біздің бәріміздің қолымыздан келеді. Яғни біздің бай болуымызға, бақытты болуымызға, дәулетті болуымызға кедергі келтіретін біздің геніміздегі кедейлік код бар. Сонымен бірге біздің балалық шағымыздағы травмалар, балалық шақтағы блоктар бар. Сол балалық шақтағы блоктар мен травмалар осы ересек өмірде сіз қанша бизнес бастаймын десеңіз де, сіз қанша бақытты болғыңыз келсе де, дәулетті өмір сүргіңіз келсе де, ақша потогыңыздың ашылып, сондай бір керемет өмірге қарай армандасаңыз да, мақсатыңызға қаратай жылжысаңыз да, бір нәтижесі ондай бір қуантатындай болмай жататын себебі содан. Біздің жан дүниеміздегі блоктарды шешудің керемет мощный техникаларын біз неде өтіп жатырмыз. Өз-өзіңе психолог бол сабағында өтіп жатырмыз. Сол жерде проработкадан өткен қыздар уже қазір деген 1,5 ай ғана болды басталғанына. Өздері танымайтындай, өзге түгіл өздері танымай өзгеріс болып жатыр. Представляете? Енді қараңыздар. Біздің жаңағы бейсанамыздағы, яғни түпкі санамыздағы балалық шақта қойылған блоктар, травмалар, сол кездегі біздің өміріміздегі болған жағдаяттардың барлығымен біз жұмыс істеу арқылы ақша потогымызды ашуымызға болады. Бұл сіздерге беріп отырған менің бірінші техникам. Ақша потогы ашылу үшін сіздің балалық шағыңыздағы травмалармен, болячкалармен, жарақаттармен, блоктармен жұмыс жасау керек. Енді балалық шақтағы травмалар қалай? Ол біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Мысалы, бір ағашты елестетіңіз. Ол сізсіз дейік, сізсіз. Сол ағашыңызды сіз өзіңіздің кетіп бара жатқан бағытыңызға қаратай бүйтіп бұрдыңыз, басынан былай ұстап алып, сабағынан ұстап алып, солай қаратай сүйредіңіз. Бүйтіп майыстырып, сол жаққа қаратай неттіңіз.
бұрдыңыз, бүйтіп майыстырып сол жаққа қаратай бұрған кезіңізде сәлден кейін оны бүйтіп жібере салсаң, қайтадан бүйтіп орнына келе қалады. Жылжымайды. Мынаны жылжытайын деп қанша тартқыласаң да қайтып орнына келе қалады. Сол сияқты оның қайтып орнына келе қалу себебі оның түбіндегі тамырлары жібермей отыр ғой. Ал біздің балалық шақта жан дүниемізге, мына біздің бейсанамызға қойылған блоктар біздің мына ересек өміріміздегі алға басқан аяғымызды кері қарай тартқызып, қайтадан басында қай жерде болдық сол жерге әкеліп тастайтын себебі сол. Мысалы, біз деген көбірек ақша таба бастаймыз, алапта бір сәтте банкрот бол төменге қарай құлдырап кетуіміз мүмкін. Неге? Жаңағы біздің ағашымыздың тамыры бізді жібермей тұр. Алдыға қаратай кетейік десек жібермейді. Қайтадан алып кеп, сол өзінің тұрған жеріне әкеліп қояды. Ал енді сол ағаш мына тұрған А нүктесінен мына Б нүктесіне қарай өту үшін не істеуіміз керек? Оның тамырымен қосып қозғалтуымыз керек қой. Ал тамырымен қосып қозғалту үшін біз бейсанамызбен, өзіміздің жан дүниемізбен жұмыс жасауымыз керек. Ал жан дүниемен жұмыс жасау бізге не үшін керек? Айналайын-ау, Құралай ханым, сіз өтіп кеткен өмірді қазбаламай-ақ осы қазіргі өмірімізді өзгертуге көмектесетін техника айтыңызшы деп айтуыңыз мүмкін. Ол мүмкін емес, қыздар. Біз өткен өмірдің есігін жабу үшін, өткен өмірді ойламас үшін, ол жақта біздің жабылмай қалған гештальтымыз болмау керек. Жабылмай қалған гештальт деген не? Ол біздің жан дүниеміздегі жарақаттар, ол біздің өміріміздегі болған ситуацияларға байланысты қойылған блоктар, ол біздің травмаларымыз. Сол жабылмай қалған гештальтпен жұмыс істеген кезде біздің өткен өміріміз жабылады. Мысалы, күйеуден ажырастың ба, бизнесте банкротқа түстің ба, мүмкін сен балаңды жоғалтып алған шығарсың, выкидыш болған шығар. Мүмкін сен көп суммада кредит алып, соны жаба алмай жүрген шығарсың, ол ақшаның қайда кеткенін білмей қалған шығарсыз. Мүмкін сіз бірінші күйеуден ажырасқан кезде ол адамның айтқан ауыр сөздерінен жаныңызға жарақат түсіп, екінші рет өз бақытыңызды табуға қорқып жүрген шығарсыз. Мүмкін сіз керемет бір жерде жұмыс жасап жүріп, ақшаны да тауып берекеңізбен жүрген кезде сіз сол жұмыстан айырылып қалған шығарсыз. Бұның барлығы жабылмаған гештальт. Ал енді балалық шақта біз байқамаймыз, біз байқамай өміріміздегі болған қиын жағдайлар, ата-анамыздың өміріндегі болған қиын жағдайлар, мектептегі балалық сәтте болған қиын жағдайлар, үйдегі ұрыс керіс жанжал, үйдегі жақын адамдарымыздың, бізді тәрбиелеген адамдардың бізге деген көзқарасы, бізге берген жаңағы мейірімінің деңгейі, сүйіспеншілігі, барлығы ұрысқаны, біздің самооценкамызды төмендеткені, басқалармен салыстырғаны, бізге жаңағы қатты сөйлегені, нұқығаны, барлығы бізде бейсаналы түрде жазылып тұрады. Осы бейсаналы түрде тұрған блоктар, бейсаналы түрде тұрған травмалар мен жарақаттардың барлығының жазылуына болады. Сіз соны жазған кезде мына ағаштың түбіндегі бүйтіп черменде болып бүйтіп жабысып тұрған түбіндегі несін қозғаған кезде, соны емдеген кезде тамыры өзінен өзі былай қарай суырылып, шығып сіздің екінші кетіп бара жатқан Б нүктеңізге апарып отырғызуыңызға болады. Ол Б нүкте деген не? Б нүкте деген сіздің армандаған өміріңіз, өзіңіздің жаныңызға жай сондай бір керемет өміріңіз Б нүкте деген. Ал А нүкте дәл қазіргі осы отырған жеріміз. Біз адамбыз. Адам болғаннан кейін әркім өзінің шыққан тауын биік болса дейді. Сіздің шыққан тауыңыз биік болу үшін мына А нүктесін біз қайтуымыз керекпіз. Покидать етуіміз керек. Біз қалдыруымыз керекпіз. Біз бір жерде отыра беретін болсақ, омалып отыра береміз. Бұны қалдырып, жан дүниемізбен жұмыс жасап, блоктарды, травмаларды емдеп, Б нүктемізге баруымыз керек. Б нүктесі ол біздің арманымыздағы өміріміз. Ал геніміздегі кедейлік кодын өшіру, ақша потогын ашу бәріміздің қолымыздан келеді. Гендегі кедейлік кодты қалай өшіреміз? Оны өшірудің көп деген техникалар бар, мыңғырық техникасы бар, бірақ мен сіздерге дәл қазір соның біреуін айтқым келеді. Гендегі кедейлік кодты өшіру, ол мына өмірдегі ересек позицияны қабылдау. Бізде білесіздер, Карпманның үшбұрышы бар, треугольник Карпмана дейміз. Жаңағы агрессор, жертва, спасатель дейміз, қудалаушы, құрбан,
құтқарушы дейміз қазақшасы. Міне осы үш рөлде адам өмір сүріп жүре береді екен. Мына треугольниктің ішінде өмір сүріп жүре береді. Осы треугольниктен шығып үйренген кезде, яғни сіз өзіңізді ересек адам ретінде қабылдап, ересек адам ретінде басқа адамдардың пікірімен санасып, ты окей, я окей. Сенің де айтқан пікірің өзіңше дұрыс, менің айтқан пікірім өзіме дұрыс. Әркімнің өзінің пікірі бар дегенді қабылдап, сіз жертва болуды тоқтатып, сіз спасатель болуды тоқтатып, сіз агрессор болуды тоқтатқан кезде сіздің геніңіздегі кедейлік коды өшеді. Бұдан да басқа керемет техникалар бар. Өздеріңіз білесіздер. Сіз спасатель болып жүрген кезде міндетті түрде сіздің жаныңызда жертва жүреді. Сіз ылғи да біреудің жағдайын жасасаңыз, сол жағдай жасалып жатқан адам жертва болады. Күйеудің жағдайын жасасаңыз, күйеуіңіз, сіз мықты болып күйеудің жағдайын жасасаңыз, ол міндетті түрде жертва болады. Содан кейін күндердің күнінде шаршайсыз да айғайлайсыз. Маған ғана керек па? Айналайын-ау Құдай үшін, сен еркексің ғой, қимылдашы, не істейін, не істеп берейін осы саған сен қимылдау үшін деп шырылдайсыздар. Бұның шешімі өте оңай, бірақ сіз сол состояниеге келу үшін сізге білім көтеру керек. Білім көтеру, сол білім алып жатқан кездегі айтылған дүниелерді практикада қолдану, ол сіздердің өмірлеріңізді өзгертеді. Дәл қазір мен сіздерге білім беріп жатырмын. Тегіннен тегін судай білім беріп жатырмын. Сол алған білімді практикада қолдану, яғни өз өміріңізде қолдану, ол сіздің өміріңізге өзгешелік әкеледі. Сіз мысалы, сіз ағашсыз дейік, бүйтіп, сіздің тамырыңыз бүйтіп қатып тұр. Мына жерден қозғалмайды. Жаңа біреулеріңіз айтып жатырсыздар ғой, мен жасым мынандайға келді, енді өзгеру мүмкін ба? Мен деген арманымдағы өмірге қол жеткізе аламын ба деп айтасыздар. Ешқашанда кеш емес. Мүмкін сіз 50-десіз, мүмкін сіз 60-тасыз, 70-тесіз, 80-десіз, мүмкін сіз шөбере сүйіп отырған шығарсыз. Маңызды емес. Арманыңыздағы өмірге жету тек қана өзіңіздің қолыңызда. Бірінші Алла, әрине, екінші өзіңіздің қолыңызда. Мына KFC-ді жасаған Сандерс, ол деген өзінің 80 жасында сол миллионер атанды емес па? Ал біз 40-қа жетпей жатып, 30-ға жетпей жатып, 2 жастың біріне келмей жатып, өмірден күдерімізді үзіп, кейбіреулеріміз суицид жасап жатамыз, кейбіреулеріміз ажырасып жатамыз, кейбіреулеріміз болды деп бәріне қолымызды бір сілтеп, жұмыс істемей жатып аламыз, кейбіреулеріміз болды, менің өмірім осымен бітті ғой, мен енді мектептен кетсем қайда барып күн көреді дейсің, больницадан кетсем қайда барып күн көреді дейсің деп, пол жуып жүрген полымды жуа берейін деп жүретін адамдар, бұлар ана Б нүктесіне қаратай талпынбайтын адамдар. Олар осы А нүктесінде отыра бергенді жақсы көреді. Сол А нүктесінде отыра бергенді жақсы көретін адамдар қандай болады білесіздер ме? Олар жылаңқы болады, шағымданғыш болады. Анау манандай, мынау мұнандай, ақша жоқ, зарплата жетпейді, кредитті қайтып жабам, үйім жоқ, пәтерде тұрам, анаусы, мынаусы, өңі түзу көйлекте кимеймін, жылағыш болады. Дәл өстіп жылап жүрсеңіз, мына жердегі отырған А нүктеңізді тастап, Б нүктеңізге қаратай талпыныңыз. Оның жолы оп-оңай. Сіз қатып қалған, шерменде болып қалған геніңіздегі кедейлік кодын өшіру керексіз. Сонымен бірге біздің жан дүниеміздегі тұрған балалық шақтан келе жатқан блоктар мен травмаларды емдеу керекпіз. Блоктар мен травмаларды емдейтін менде Дәулет ханым деген курс бар. Өзі 14 сабақтан тұрады. 14 сабақтық курс. Полностью трансформациядан өтіп, неге жетесіздер? Терапиядан өтіп трансформация болады. Өзіңізді өзіңіз танымай қаласыз. Өте оңай жолдары. Ол трансформация жасайтын техникалар, трансформация жасайтын жаттығулар барлығы өте оңай. Ойнап жүріп, үйіңде отырып-ақ балаларыңмен, күйеуіңмен, жақын адамдарыңмен, таныстарыңызбен-ақ соны бірігіп жасап, оп-оңай трансформациядан өтуге болады. Міне, мен сіздерге деген оп-оңай техникаларды, оп-оңай білімді тіпті міне тегін беріп жатырмын. Соны беріп жатса да, соны деген мына құлағынан кіргізіп, мына құлағынан шығарып кете беретін адамдар болады. Сол берген білімді бүйтіп жадына жабысып, жоқ, мен бүгін дәл қазір өзгерем деп шешім қабылдадым. Құралай ханым, мен сіздің артыңыздан ерем, ары қаратай өзімді, ең бірінші қыздар, өздеріңізді өзгертіңіздер. Сонда жан-жағыңыздағы болып жатқан ситуациялар, адамдар бәрі өзгереді. Тіпті өзгермейтін адамның өзін сіз
сіз соған мән бермейтін болып кетесіз. Өйткені түсінесіз да өзіңіздің кемшіліктеріңізді, өзіңіздің қателіктеріңізді, өз басыңызға өзіңіз шөбейіп, ана жаман түйе шөбиеді дейді ғой, өз басыңызға өзіңіз шөбейіп, сол проблеманың бәрін өзіңіз жасап жүргеніңізді сезінген кезде сіздің өміріңіз балға айналады. Өміріңіз кәдімгідей мамыражай, бір рахат өмірге айналады. Неге дейсіздер ма? Менің сабақтарымнан өткен адамдар өзін тауып алады ғой. Өзін табады, өзіне қаратай сапар шегеді, өзінің қалауын орындап бастайды. Өз қалауыңызды орындап бастаған кезде сізге нағыз жаны ашитын адам ол сіз өзіңіз ғанасыз. Мүмкін туыстарыңыз, бауырларыңыз, күйеуіңіз, балаларыңыз сізге жаны ашиды, сізге көмектескісі келеді, бірақ сіздің өміріңізді олар сүріп бере алмайды. Сіздің өміріңіз өзіңізге керек. Біреуге міндет қылмаңыз, жертва болың. Біреуге міндет қылатын, ана жерім ауырып жатыр, осы сені бағам деп өстіп қалдым, сенің жағдайыңды жасаймын деп сөйтіп қалдым деп біреуге міндет қылатын адамдар, олар жертва адамдар. Біреуге міндет қылуды тоқтатасыз. Ойбай, ананың анаусы сөйтіп қалыпты, мынаның мынаусы бүйтіп қалыпты, ақшасын берейін, анаусын істеп берейін, бүйтейін, сөйтейін деп жүгіріп жүретіндер, бұлар спасательдер. Спасатель состояниесінен шығасыз. Сонымен бірге осы ғана ақша берейін ба, өмір менің жаңағы бір жағымнан шығудың орнына жан жағымнан талап жеп бітірдіңдер деп бауырға ренжитін, сенің балаңды бағам ба, өзіңді бағам ба деп күйеуге ренжитін, ой мама, папа, өмірге әкелгендеріңді міндет қыласыңдар ма, бүйтіп мен өзім қарызға данып жүрген кезде қалай мен сендерге көмектесем, бүйтіп өмірге әкелмей қоюларың керек еді деп әке-шешесіне ренжіп жүретін агрессорлар. Дәл осы менің сабақтарымнан 100% сіздерде трансформация болады. Біз мына өмірге бір-ақ рет келеміз. Біздің өмірімізді ешкім бізге сүріп бермейді. Біздің өміріміз тек қана өзіміздің қолымызда. Бір Алланың қалауымен соны өзгертем деген сізде ниет болған кезде міндетті түрде өміріңіз өзгереді. Ал өзгерем деген ниет сізді қайда алып келеді? Сізді деген ана Б нүктеңізге қарай қалай бару керек екенін іздетеді. Қалай барады? Мына Құралай ханым А нүктесін таста деді ғой. Енді Б нүктесіне қарай бару үшін мен не істеймін? Мына жан дүниемдегі тұрған, генімдегі тұрған кедейлік, жан дүниемдегі тұрған блоктарды, травмаларды қалай емдеймін дейтін болсаңыз, оның бірақ жолы бар. Білім, оны практикада қолдану, өз өміріңде қолдану, просто білімді алып, жаңа жаздыңыздар ғой біреулеріңіз, мен жаңа бір нәрсе іздеп жүрмін деп. Все гениальное просто дейді. Жаңа бір нәрсе іздеудің қажет жоқ. Білетін дүниеңді өмірлеріңе қолданыңдар. Нәтиже міндетті түрде болады. Жаңа бір нәрсені іздеп, білімді ала беріп, ходящий энциклопедияға айналып отыруға болады, немесе алған білімді бірден өмірімізде қолданып нәтижеге жетуімізге болады. Мен сіздерге ұсынатыным білімдеріңізді дамытыңыздар, білімдеріңізді кеңейтіңіздер. Сол кезде сіздерде білесіздер ме не болады? Сол кезде сіздерде мына карталарыңыз кеңейеді. Мына күнделікті өмірде сіздер тугисті қолданасыздар, тугисті қолданасыздар. Мысалы, үйден шыққан кезде, мысалы, Абай 52-ге бару керек болса, Абай көшесі 52-ші үйге бару керек болса, тугиске жазасыздар. Жазған кезде тугис соның қай жерде тұрғанын көрсетіп береді, картасын сызып береді. Сіз сол жаққа барасыз. Дәл сол сияқты сіз білімді не үшін алу керексіз? Білімді сіз өмірдің любой ситуациясында тығырықтан шығып кете алатындай білімді болу керексіз. Тугис деген біздің мына санамыз, біздің миымыздағы мына картамыз. Осы картада не бар, сіз соны ғана көре аласыз. Мысалы, ажырасып кеткен әйелге күйеуімен ұрысып қалған кезде келді, мен күйеуімен ұрысып қалдым, не істесем екен, ол менің көзіме шөп салып жүр екен десе, ол әйел айтады, ажырасып кет дейді. Неге? Өйткені оның тугисында, оның мына картасында сол бар да, ол өзінің басында сол проблема болған кезде ол ажырасып кетті да шешті. Сөйтті. Ал енді қараңыздар, кредитіңді төлей алмай жүріп, құрбыңа барып, мен кредитімді төлей алмай жатырмын, не істесем екен десеңіз, айтады, ой, мамаңнан сұрамайсың ба, күйеуіңнен сұрамайсың ба? Күйеу деген обязан соның бәрін төлеп беруге дейді. Хотя күйеу не обязан? Біз ересек адамбыз. Еркекті обязан деп мойнына мініп алу, это ненормально. Жертва состояниедегі адамдар олар. Еркектің мойнына мініп алып, сен обязансың деп отыру.
взрослый позицияға өтіңіздер. 21 ғасыр екеуіңіз екі жақтап табыңыздар ақшаны. Сен табу керексің деп бүйтіп отырып, өзіңіз ойлаңызшы, сіз ер азаматсыз да, сіздің мойныңызға келіп әйеліңіз мініп алды. Сізге приятно бола ма? Приятно болмайды ғой. Мына өмірде сөйтіп өзінің жалқаулығын күйеу табу керек деген сылтаумен диванда жатып алып, бала бақтым деген сылтаумен үйде отырып алып сөйтетін қыздарды мен деген білімдерін көтеруге шақырам. Біліміңізді көтерген кезде шынымен мынандай көзіңіз жарқырайды ғой. Көзіңіз май шам сияқты жанат, жарқырап, прям фонарик сияқты жанат. Жанатта деген қайда кетіп бара жатқаныңызды анықтай бастайсыз. Сіздің Б нүктеңіз қайда? Күйеуіңіздің Б нүктесі қайда? Екеуің екі жаққа кетіп бара жатқан жоқсыңдар ма? Түсінесіздер ма? Екеуіңнің Б нүктең екі жақта, ана баланыкі басқа жақта жатқан жоқ па? Осының бәрін түсіне бастайды. Сол кезде адам өзін түсінген кезде, өзіне не керек екенін түсінген кезде өзін табады. Өзімді таба алмай жүрмін. Менің жұмысым маған ұнамайды, анау ұнамайды, мынау ұнамайды, не істесем екен, шаршап кеттім деген қыздар, білімдеріңді көтеріңдер. Өздеріңді табыңдар. Мына карталарыңды кеңейтіңдер. Адам өзінің мына картасында не бар, сомен ғана рассуждать етеді. Мысалы, жұмыста проблемаңыз болып, бастығыңызбен ұрсып қалдыңыз, подругаңызға немесе күйеуіңізге келіп айтасыз. Күйеуіңізге келіп, мені бастығым ұрсып жатыр, анау пынау десе, ол айтады, өзінің өміріндегі болғанмен мына Google картасында өзінің не бар, соны айта салады. Істемей-ақ қойшы сол жұмысты дейді. Өйткені өзі сөйтіп қолын бір сілтеп тастап кетіп қалатын адамды істемей-ақ қой, болды. Өлмейсің, табасың басқа жерден жұмысты деп қояды. Көрдіңіздер ме? Сізге сол жұмысты тастауға бола ма, болмай ма, өзіңізді сезіну үшін сіз ең бірінші өзіңізді тауып алу керексіз. Геніңіздегі кедейлік кодты өшіріп, жан дүниеңіздегі травмалар мен жан дүниеңіздегі блоктардан арылу керексіз. Сонымен бірге қыздар, біздің мына өміріміздегі кедейлік ақшаның жоқтығынан емес, ол біздің осал мінезден пайда болатынын Маргарет Тэтчер айтқан екен. Қараңыздаршы, біздің мінезіміз қалай қалыптасады? Біз білім алған кезде қалыптасады. Біздің мінезіміз біз адамдармен араласқан кезде қалыптасады. Біз адамдардың айтқанын просто тыңдап қана қоймай, ести білген кезде біздің мінезіміз қалыптасады. Біз білім алу арқылы өзімізді тәрбиелейміз. Қараңыздаршы, просто тыңдаумен есту дегенді қалай түсініп отырсыздар? Қазір менің айтқандарымды сіздер просто тыңдауларыңызға болады, выбор за вами, және естіп, содан бір нәтиже шығаруыңызға болады. Есту деген ол соны түсіну, түсініп тыңдау. Айтып жатқанды түсініп тыңдау. Ал қыздар, комментарийді қосайын, бәрі естіліп тұр ма? Түсінікті болып жатыр ма? Түсінікті болып жатыр ма? Естіліп тұр ма? Мені бірінші рет естіп тұрмын. Сізді танымаймын дегендеріңіз эфирде отырсыздар ма? Яғни маған подписация етіп қойыңыздар. Ертең жоғалтып қоймаңыздар. Естіліп тұрса, дәл қазір мен сіздердің ортақ ақшаларыңыздың ортақ коэффициентін анықтатқым келіп отыр. Сіз дәл қазір қаламыңызбен қағазыңызды алыңыз. Қалам қағаз аламыз, қыздар. Мен сіздерге бірінші техниканы айттым, жан дүниедегі блоктарды шешу. Екінші техниканы айттым, гендегі кедейлік кодын кетіру деп, өшіру. Үшінші техника сіздердің ортақ коэффициенттеріңіз. Яғни сіз қанша теңгеге лайықсыз, яғни сіздің ай сайынғы тауып жүрген ақшаңыздан артық табуыңызға болады ма, немесе кем табуыңызға болады. Сіз неге аз ақша тауып жүрсіз, соны сізге анықтап беретін тест деп айтуға болады. Блоктарды қалай шешеміз? Қыздар, блоктарды шешетін өте көп техникалар Дәулет ханым курсы бар. Осы сабақты соңына дейін көрген қыздарға мен керемет сыйлық жасайын деп отырмын. Өте үлкен жеңілдік жасаймын сабақтарыма. Сақталса екен, сақтамайым қыздар. Аты сіздер менің сақтайтыныма үйреніп алғастарда сақтап қояды дейсіздер де вовремя кірмейсіздер эфирге. Бұдан кейін сақтамаймын. Ал енді қыздар, қалам, қағаз алдық па? Жазамыз. Біздің ортақ коэффициентіміз. Яғни біз ай сайын біз қанша ақшаға лайықпыз, соны тексереміз. Қалайсыздар ма?
қалайсыздар ма? Анықтағыларыңыз келе ма? Эфир сақталмайды, соңына дейін көріңіздер. Соңына дейін көрген адамдарға керемет нем бар? Сюрпризім бар. Ал кеттік. Миым ашып жүреді дейді. Өзіңмен алыс, миың ашса, миыңды бүйтіп ашып, түгел уборка жасап, тазалап, қайтадан жап-жаңа өмірге Б нүктеңізге қарай қалай кету керек екенін көрсететін керемет сабақтардан құр қалмаңыз. Қазірдің өзінде мен көп инсайттар айтып отырмын. Ал енді қыздар, қағазға былай жазасыздар. Ең жақын, жақсы көретін 5 досыңыз. Яғни айналаңыздағы жүрген араласатын, отбасыларыңызбен араласасыздар ма? Маңызды емес, 5 досыңыздың атын, 5 досыңыздың атын жазыңыздар. Мысалы, Гүлнар, Кәмшат, Жанар, Назгүл, Назира деген сияқты ең жақын 5 досыңызды жазыңыз. Ең жақын 5 досыңызды жаздыңыздар ма? Звук жоқ. Звук бар ма? Мен солақай емеспін, қыздар, эфирде солай көрсетеді просто. Басын көре алмадым. Сразу жасай беріңіздер. Біз техника жасап жатырмыз. Қыздар, мынау Дәулет ханым ручкасы, байлық магниті деген. Алсаңыздар болады, ручка күшті екен деп жатыр. Жақсы араласатын адамдарыңыз. Ол әпкеңіз болама, негізінде туыстарды жазбаған дұрыс. Жақсы араласатын адамдар. Араласатын адамдар. Болады ғой, мен мысалы подругаң болады, араласатын, отбасыңызбен араласатын адамдар болады, күйеуіңіздің досы болады араласатын. Ең жақын араласатын, жұмыстағы адамдар мүмкін. Жұмыста мысалы коллегаларыңыз. Араласатын адам 5. Дым жоқ десеңіздер, хотя бы 3 табыңыздаршы. Жаздық, я. Енді сол адамдардың жанына примерно ешкім сізге тауып жүрген ақшасын айтпайды, я. Примерно олардың ай сайын табатын ақшасын жазыңыздар. Примерно, мысалы, Айгүл 120 мың теңге табады, я. Гүлназ 150 мың теңге табады. Араласатын тағы бір жақын араласатын бауырыңыз 300 мың теңге табады деген сияқты, соларды жазыңыз. Сол 5 адамның жанына жазып болғаннан кейін оларды бір-біріне қосыңыздар. Мысалы, 120-ға 130-ды қосасыз, 250, оған 150-ді қосасың, 300-400 болады, оған өздеріңіздің жазған сумаларыңызды. Олардың қанша ақша табатын білмейсіздер, бірақ примерно жазыңыздар. Осының табатын ақшасы осындай ау деп, айына осындай ау деп. Енді соны бір-біріне қосқаннан кейін, менде көп дейді, Гүлмира ханым, көп болса көп бола берсін, бірақ 5 ғана жазыңыздар, немесе көп дегенде 7 жазыңыздар, средний 5 болады, ең жоқ дегенде 3 жазыңыздар. Жаздық па? Енді соны бір-біріне қосасыздар. Общий сумма қанша шықты жазыңыздаршы, общий сумма қанша болды? Дәптерге жазасыздар. Общий сумма қанша шықты, соны жазыңыз, нетіңіздер. Айтыңыздар. Мысалы, сіздің шыққан общий суммаңыз 500 мың шықса, бір-біріне қосқан кезде 500 мың болса, соны жаңағы жазған адам 5 болса 5-ке бөлесіз, 3 болса 3-ке бөлесіз. 7 болса 7-ге бөлесіз, қанша шығады? Меруерт, 1.300.000 шықты дейді. Соны адамның санына бөліңіз. 34 миллион шықты дейді. Примерно болғанда ол өтірік болмау керек, шын болу керек. $900.000. Сол адам санына бөліңіздер. Ол шын болу керек, қыздар. Примерно жазғанда, мысалы, сіздер миллиондарды жазып жатырсыздар ғой. Шынымен де сол адамдар сол ақшаны тауып жүрме, примерно, бірақ шындық болу керек. Өтірік болмау керек, шындық болу керек. Бөлген кезде қандай сума шықты? Мысалы, 3 адамның ақшасын бір-біріне қосып,
шыққан санды сол 3-ке бөлу керек. 5 адамның ақшасын бір-біріне қосып, шыққан санды 5-ке бөлу керек. 7 адамның сумасын бір-біріне қосып, шыққан санды 7-ге бөлу керек. Сонда соңғы шыққан ақша, мысалы 435 мың ба, соңғы шыққан ақша 110 мың, я? Соңғы шыққан ақша, мысалы 82.400 дейді. 122 мың дейді. Көрдіңіздер ме? Осы соңғы шыққан ақша, міне 132 мың деп тұр. Соңғы шыққан ақша сіздің ортақ коэффициентіңіз. Яғни сіздің бір айда таба алатын ақшаңыз. Кімде тауып жүрген ақшасынан мына шыққан ақша аз болып қалды? Кімде аз болып қалды? Қосу белгісін қойыңыздаршы. Мысалы 129 мың дейді. Сіздің, если я не знаю, примерно знаете, араласып жүрген адамдыкін білмеу мүмкін емес. Кімдікі аз болып қалды? Өзінің тауып жүрген ақшасынан кімдікі аз болып қалды? 700 мың, 80 мың. Гүлшат, сізде 700 мың шықты. Сіз осы 700 мыңды ай сайын тауып жүрсіз ба? 77 мың. Қара, міне, қосу белгісін қойып жатырсыздар, аз болып қалғандар. Значит, сіздер өздеріңіздің потенциалдарыңызды, яғни өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді қолданып жүрген жоқсыздар, аз болып қалғандар. Мына шыққан ақшаларыңыздан тауып жүрген ақшаларыңыз аз болып қалса, значит, сіз өз мүмкіндігіңізді пайдаланбай жатырсыз. Осы шыққан ақша сіздің ортақ коэффициентіңіз, яғни сіз бір айда осынша ақша таба аласыз. Ал енді шыққан ақша сіздің тауып жүрген ақшаңыздан асып кетсе, значит, сіз молодецсіз. Сіз өміріңізде өзгеріс жасауыңыз керексіз. Сіздің тауып жүрген ақшаңыз мына шыққан ақшадан көп болып кетсе, онда сіз өміріңізде өзгеріс жасау керексіз. Айналаңызға бұдан да табысты адамдармен танысып, солармен араласып, ортаңызды кеңейту керексіз. Түсініп тұрсыздар ма? Шыққан ақшадан аз болып қалса, значит, сіз жалқаулаусыз. Шыққан ақшадан аз болса, сіздің тауып жүрген ақшаңыз, значит, сіз сол шыққан ақшаны таба аласыз. Күш салмай жүрсіз. Ал сіздің тауып жүрген ақшаңыз жаңағы шыққан ақшадан артық болып кетсе, есептеген ақшадан артық болып кетсе, значит, сізге айналаңыздағы адамдарға өзгеріс енгізу керек. Яғни, қалталы, успешный адамдарды өзіңізге тартып, солармен араласа бастау керек. Араласатын адамдарыңыздың несін кеңейту керек. Шыққан ақша 190, алатыным 200. Сіз кішкене ғана асып тұрсыз. Яғни кеңейту керек. Өз ортаңызды кеңейту керек. Асып кетті, кеңейту керек. Менің тапқаным шыққанымнан көп шықты. Кеңейту керек. Значит, адамның ақша потогын ашатын оның араласып жүрген адамдары. Жақын араласатын адамдары. Түсініп тұрсыздар ма? Жақын араласатын адамдарды өзгертіп отыру керек. Оларға жаңадан адамдар қосып отыру керек. Осы жаңа орта, жаңа бір толқындағы, бір ойлы жаңа ортаны табу үшін бізде деген сабақ кезінде командамен прямо группада отырады. Сол жерден өздеріне подружка да табады, сол жерде өздеріне араласатын адам да табады. Жаңа мен таңғалдым. Менің араласатын досым жоқ деген кезде таңғалдым, қыздар. Менің сабақтарыма қатысыңыздаршы. Ол ана группада отырып, бір емес бір күнде 10-20-сын тауып аласыз. Біз оны бади дейміз. Бади, яғни сенімді дос. Бірігіп жұмыс жасаймыз, сенімді дос. Асып кетуі керек. Асып кетсе, это нормально. Асып кетсе оңай, оның проблемасы оңай. Оның жаңағы қалталы адамдар, успешный адамдармен танысып, солармен араласа бастауыңыз керексіз. Өзіңіздің ортаңызды бүйтіп кеңейту керексіз. Араласып жүрген адамдарыңыздың ауқымын кеңейту керексіз. Ал жетпей қалса, сіздің тауып жүрген ақшаңыз жетпей қалса, сіз потенциалыңызды қолданып жатқан жоқсыз. Сіздің потенциалыңыз сондай жоғары, сіз қолданбай жалқауланып жүрсіз. Өз мүмкіндігіңізді өзіңіз қолданып жүрген жоқсыз. Аз болса, өз мүмкіндігіңізді өзіңіз қолданып жүрген жоқсыз деген сөз. Енді қараңыздар, қыздар, сабақ эфирді соңына дейін
тыңдаңыздар. Соңында мен керемет мүмкіндік беремін. Біздің өмірімізде академияда болып жатқан жаңалықтарға байланысты сіздерге керемет мүмкіндік береміз. Жеңіске жете алмай жүрсеңіз, жаңағы өзіңіздің ортақ коэффициентіңізден қандай керемет техника қыздар, бұны күйеулеріңізге жасасаңыздар да болады, жақындарыңызға да жасап, солардың көзін жеткізсеңіздер де болады. Бұл техниканы мен табысты леди курсында берген болатынмын. Табысты леди курсында осындай техникалар өте көп. Мына бизнес бастағысы келіп жүрген, ақшасын көбейткісі келіп жүрген қыздардың барлығы осы табысты леди курсындағы техникаларды жасаңыздар. Дым өкінбейсіздер. Жеңіске жете алмай жүрсеңіз, берілмеңіз. Жеңіс деген алдымызда. Яғни жеңіс біздің мына отырған А нүктемізде емес, анау Б нүктемізде, кетіп бара жатқан жағымызда. Біз мына жерде отырып алып, сол шүкір, Аллаға шүкір деген ол жақсы нәрсе ғой. Шүкіршілік етіңіз, бірақ алдыға қарай ұмтылыңыз. Әркім шыққан тауым биік болсын дейді. Мына жаратушы жаратқан пенде шыққан тауым биік болсын дейді. Оның барлығы бізге не үшін керек? Балаларымыздың болашағы үшін керек. Балаларымызға бүкіл жағдайын жасау үшін керек. Өзіміз мына өмірді рахатизммен өмір сүру үшін керек. Біз қалаймын дейтін болсақ, мысалы, бай болуды қалаймын, бақытты болуды қалаймын, дәулетті болуды қалаймын, ақша потогымның ашық болғанын қалаймын десеңіз, сіз мүмкіндіктерді көре бастайсыз. Ал егер сіз қаламай, ой, оған ақша жоқ, кредитті төлей алмай жүргенде, қойшы әкем осы миымды қатырмай, өзім деген нан таба алмай жүрсем, өзім студент баламды оқытатын ақша таппай жүрсем, итп деп неше түрліні айтып, сылтаурататын болсаңыз, сіз, значит, жақсы өмірді қаламайсыз. Сіз жертва состояниесіндегі адамсыз, сол жерде отыра бергенді қалайсыз. Сол жертва состояниесінен шығу үшін, қыздар, өзіңіздің біліміңізді көтеріңіз. Білімді көтеру керек. Адамның қолынан келген сіздің де қолыңыздан келеді. Мысалы, сіздің айналаңыздағы адамдар бар ғой, жақсы өмір сүріп жатқан, дәулетті өмір сүріп жатқан, кез келген нәрсеге қолын жеткізеді. Ұйықтағысы келген кезде ұйықтайды, демалғысы келген кезде демалады, жұмысқа барғысы келсе барады, барғысы келмесе бармайды. Ақша оңды солды келіп жатады. Ақша потогы ашылып кеткен. Сол кезде айтасыздар, "Ой, алай осы деген бергеннің үстіне байларға бере береді. Біз деген байлар әйтеуір байғанның үстіне бай береді." Біз әйтеуір күн көреміз, итшілеп, жоқшылықта өмір сүреміз деп айтасыздар. Адамның қолынан келген сіздің де қолыңыздан келеді. Сіздің жаныңызда бай досыңыз жүр ма, сіздің көршіңіз бай ма, туысыңыз бай ма, дәл солар сияқты сізде байи аласыз. Одағы бар екі қол сізде де бар, одағы бар екі көз сізде де бар, одағы бар құлақ, ауыз сөйлейтін сізде де бар. Сондықтан да қымбатты қыздар, мына Алла тағаламның берген нығметі ғой, бізге берген мүмкіндігі, мына жарық дүние Алланың бізге берген мүмкіндігі. Сол жарық дүниені достойный өмір сүру үшін ең бастысы өзіңізбен жұмыс жасаңызшы. Анадан күтпеңіз. Бай туысым маған ақша береді, менің ата-енем маған үй салып береді, үй алып береді, менің жаңағы әке шешем маған көйлек әпереді деп біреуден алақаныңызды жайып бірдеңке күткеннен гөрі сіз өзіңізді таныңызшы. Өзіңізге не керек? Сіздің жаныңыз нені қалайды? Сізге қандай өмір ұнайды? Соның бәрін зерттеген кезде сіз ешкімге алақан жаймайсыз. Өз өміріңіздің суретшісі өзіңіз боласыз. Өз өміріңіздің капитаны өзіңіз боласыз. Мына өмір теңіз болатын болса, сол жерде сіздің кемеңіз жүзіп бара жатыр. Сол кемені дәл қазір сіздің кемеңізді кім рулет етіп бара жатыр? Өзіңіз ба? Жоқ, просто ағыспен кетіп бара жатырсыз ба? Просто ағыспен жүзетін, ағыстың ағымымен кете беретін олар өлі балықтар. Өлі балық болуды тоқтату керек. Ал тірі балық ағысқа қарама-қарсы жүзеді. Өзінің діттеген жеріне, Б нүктесіне қарай балық екеш, балықтың өзі ағысқа қарсы жүзіп барады. Ал біз қазір көбіміз адам бола тұра ағыстың ағымымен
өлі балық сияқты өмір сүріп жүрміз. Ақша жоқ деп жата береміз, кредитті қайтып төлеймін деп жылай береміз, үйтеміз, бүйтеміз, әрекет етпейміз. Бұл нүктеміз қайсы? Біздің жан дүниемізге не керек? Соны сезінгіміз келмейді. Ал оны сезіну үшін жан дүниемізді түгел уборка жасауымыз керек. Менің кез келген сабағым сіздің жан дүниеңізге трансформация жасайды. Менің кез келген сабағым сіздің жан дүниеңіздегі блоктар мен травмаларды шешеді, терапиядан өткізеді. Оған мен 200% гарантия беремін. Сіз мына өмірде сізге не керек екенін мына 4 сұрақ арқылы анықтауыңызға болады. Ал қыздар, қағаз қаламдарыңызды алыңыздар да жазыңыздар. Сіз не қалайсыз? Бұл уже 4-ші техника мен сіздерге беріп отырған. Сіз нені қалайсыз? Жазыңыз, қалайтын любой бір нәрсеңізді жазыңыз. Мысалы, үйді қалаймын, ақшаны қалаймын, мүмкін автомобиль қалайсыз ба? Жазыңыз. Нені қалайсыз? Жаздық, иә? Жаздық па? Енді екінші жазыңыздар. Сіз үшін маңыздылығы не? Осы қалап тұрған дүниеңіздің. Машина қаласаңыз, ол сіз үшін неге маңызды болып тұр дәл қазір? Сіз үшін балаларымды садикқа апаруға емес, сіз үшін қандай маңыздылығы бар? Мысалы айтасыздар, ой, машинам болса, елдер машинасы бар екен деп айтады деп, мен үшін сол маңызды деуіңіз мүмкін. Немесе балаларымды садикқа апаруым керек деуіңіз мүмкін. Мүмкін деген, егер менде машинам болса, подружкаларым қызғанады, мен сөнген өзімше болып жүрем деуіңіз мүмкін, е? Сонда бұл сіздің маңыздылығыңыз емес. Баланы садикқа апарам десеңіз, бала үшін маңызды деп тұрсыз. Адамдар сыртымнан қызғанып қарайды десеңіз, елдер үшін маңызды дейсіз. Ал енді менің машинам бар деп ойласын елдер десеңіз, тағы да елдер үшін. Маңыздылық сіздің қалаған нәрсеңізге маңыздылық өзіңіз үшін болу керек. Мысалы, сіздің машинаңыз болған қаласы, мен мысалы сіздің орныңызда болсам, иә, мысалға машинаны айтып жатырмын, сіздер өздеріңіздікін айтыңыздар. Мен үшін маңызды болу керек та. Менің машинам болса, самооценкам көтеріледі. 1. Мен машинам болса, баратын жеріме тез барамын. 2. Менің машинам болса, қыс көзі қырауда такси тоқтатып, автобуста жүрмеймін, мұздап қалмаймын. Бұл мен үшін маңыздылық. Адам өзі дегенде өгіз қара күші бар. Біздің мына бейсанамыз, бүкіл мына ақылымыз, бәрі бізге өзімізге маңызды дүниені ғана жүзеге асыруға тырысады. Сіз қалаған қалауыңызды, арманыңыздың маңыздылығы өзіңіз үшін қандай маңыздылығы бар, четко ясна білуіңіз керек. Жаздыңыздар ма? Енді 3-ші жолы. Мақсатыңызға қандай қадамдар арқылы жете аласыз? Не істейсіз сол машинаны алу үшін? Қандай қадамдар жасайсыз? Хотя бы 3 қадамды айтыңызшы, қандай қадам жасайсыз? Барып автосалоннан қараймын. Мендегі ресурстар соған жете ма, жетпей ма, зерттеймін. Мысалы, менің жинап жүрген 1 миллион теңгем бар, жинап жүрген 500 мың теңгем бар, иә, например. Мен егер кредит алып машина алатын болсам, қарызға машина алатын болсам, маған банк мынанша суманы бере алады. Мынанша суманы мен төлей алам, мынанша суманы төлей алмаймын. Мақсатыңызға жету үшін қандай да бір қадамдар жасау керексіз. Сол машина қандай машина керек сізге? Оның түрі, түсі, именно сол сіздің жаныңызға жайлы болатын, сізге комфорт әкелетін машина қандай машина, қандай маркалы машина, соның барлық сізде четко ясный болуы керек. 4-ші, сіз мақсатыңызға жеткеніңізді қалай сезінесіз? Яғни мақсатқа жеткеніңізді қалай сезінесіз? Ол сіздің арманыңыз, қиялыңызға ерік беру, иә? Бүкіл фокусыңызды соған қою, қалай сезінетіңізді анықтау үшін, ол сіз 4 сезім мүшесі арқылы қалай сезінетіңізді білу керексіз. Сіз машинаңызға отырған кезде машинаңыздың дыбысы құлағыңызға келіп тұру керек. Салонның иісі, кожаный салон, кожаның иісі шығып тұр. Мүмкін ароматизатордың иісі келіп тұр ма? Сіз не киіп алғансыз? Қандай музыка тыңдап жатырсыз? Жан-жағыңызда, айналаңызда кімдер бар? Соның бәрін четко, ясно көре білу керексіз. Оны күнде сол картинаны күнде қайталап отыру керек. Мен машина алдым, машинамен анда кетіп бара жатырмын, жанымда күйеуім отыр, немесе балам отыр, баламды садикке апардым, немесе мектепке апарып тастадым. Өзім деген әдемі,
аппақ көйлек киіп алғам, қолымда сумочкам, аяғымда мынандай каблукпен газды да басып, тормозды да басып, машинаны легко, удобно, прямо зырылдатып жүрмін. Алдымнан светофорлардың тек қана жасыл шамы жанып жатыр деп бәрін елестете білуіміз керекпіз. Енді ең соңғы ударный дозасы 72 сағаттың ішінде орындайтын 3 қадамды айтасыз. Яғни осы арманыңызға қандай қадам жасайсыз? 72 сағат деген 3 күннің ішінде. 3 күннің ішінде қандай қадам жасайсыз? Сіз мүмкін деген барып, салонға барып, қандай машина, именно таңдайтын машинам қандай болатынын уже определиться етем. Маған қанша ақша керек екенін определить етем. Және сол машинаға арналған бір чехол-ма мүмкін, егер сізде деген машина болған қаласаңыз, сол брелогын ба сатып алам деңіз. Сатып алам, міне осындай 3 қадамды 72 сағаттың ішінде қолыңыздан келетін оңай 3 қадамды міндетті түрде орындау керек. Бұл керемет техника, қыздар. Бұл коучингтің техникасы. Коучинг, психология техникалары бір-бірімен байланысты, бірақ өте мощный, өміріңізде қолдансаңыз міндетті түрде нәтиже көрсететін техника. Бұндай техникалар, қыздар, менің қай сабағымда көп білесіздер ме? Армандар алгоритмінде көп. Армандар алгоритмі деген сабағым бар. Ол курс 7 күндік курс. Біздің табысты леди 12 сабақ болатын болса, Дәулетті ханым курсы 14 сабақ. Армандар алгоритмі 7 сабақ. Сонымен бірге мына жан дүниедегі блоктарды шешетін байлық магниті деген сабақ бар. Ол да 7 сабақтан тұрады. Одан кейін сізге деген нағыз осы төртеуінен алған білімді прям мясорубкадан өткізіп, түгел қорытқызып, уф деп точкасын қойғызатын өз-өзіңе психолог бол 3 күндік сабағы. 3 сабақ. Көрдіңіздер ме, менің осы нағыз бүкіл 26 жылдық тәжірибемнің соғы, 26 жылдық тәжірибем. Қараңыздаршы, бұл сабақтардың ішінде ерекше, бұл бағдарлама, яғни осы сабақтардың негізгі ерекшелігі, бұл жерде 50% практика болады. 50% өмірдің сыры болады. Мен сіздерге теорияны айтып, миыңызды қатырмаймын. Үйіңізде отырып, жұмсақ көрпеңізде жатып алып, сабақты көріп, ыстық чайыңызды ішіп, 25 жылдық тәжірибемнің озық модельдері арқылы жүрегіңізге жол тапсаңыз болады. Үздіксіз оқу үрдісі, интенсивті оқу, боямасыз өмір, нағыз өмірдің сыры. Менің басымнан өткен, менің оқырмандарымның маған консультацияға келгендегі айтқан олардың басынан өткені, боямасыз өмірде жазған олардың басынан өткені, барлығын сарапқа сала отырып, сіздерге пайдасын келтіреді деген негізгі фишкаларды, негізгі техникаларды осы сабақтарда берген болатынмын. Ал енді қыздар, ары қаратай, сенімділік бұл жаңа өмір. Қай кезде адам сенімді болады? Яғни бәрімізге, мысалы, маған да жаңа өмір керек. Менің дәл қазіргі өмірім, Аллаға шүкір, мені устраивает. Бірақ мен ертеңгі күнімнің жаңа болғанын қалаймын. Күнделікті күніңіз біріне бірі ұқсап, бітіп өмір сүрсеңіз, сіз ештеңкені өзгертіп жатқан жоқсыз. Ештеңкені жаңартып жатқан жоқсыз. Жаңа өмірге қадам басып жатқан жоқсыз. Ол үшін сізге сенімділік керек. Мына балықты қараңыздаршы. Ана аквариумның ішінде, тар аквариумның ішінде жүрген балық сенімділікпен секіріп еді жаңа өмірге. Кең аквариумға жалғыз өзі сол жерде жүзеді. Рахаттанып жүзеді. Ана тар қапаста өмір сүру тоқтайды, оның жаңа өмірі басталады. Сізде сенімділік қалыптасқан қаласаңыз, менің осы сабақтарымның барлығын оқып шығуға тырысыңыз. Эфирдің соңына дейін отырыңыздар, керемет мүмкіндік беремін. Мен сіздерге осы сабақтардың барлығына оп-оңай қалай қол жеткізуге болатынын айтатын боламын. Ал енді қыздар, ары қарай кеттік. Өмірді өзгертетін 4 сезім, яғни ақша потогымыз ашылу үшін біз ақшаны 4 сезім мүшесі арқылы сезіне білуіміз керек. 4 сезім мүшесі арқылы. Қалай? Мысалы, ақшаны алдыңыз. Ол ақшаның сылдыры сізге ұнау керек. Сылдырлатып көріңіз. Қолыңызға қомақты ақша түскен кезде оның сылдырын естіңіз. Оның иісін сезініңіз. Оны денеңізге
тигізіп денеңізге ақша тиген кезде қандай сезімде боласыз? Қандай сізде? Қорқыныш па, үрей ма, қуаныш па, қандай сезімде боласыз? Вот ақшаға байланысты блогы бар адамдарда ақша денесіне тиген кезде жиркенеді. Кім көрінген ұстады деп бүйтіп жиркенеді. Ол кім көрінген ұстағаннан емес, ол адамның ақшаға деген блогы бар. Ақшаға деген блог бар болатын болса, мынаны ескеген кезде оның несін сезінбейсіз. Фу, қолдың кір сасиды ғой, темекі саси ма, білмеймін әйтеуір. Кір сасиды дейсіздер. Сезінбейсіздер, ақшаның есін сезінбейсіздер. Тіпті оның ескеп тұрған кезде ауыздарыңызға дәм келу керек. Дәмін де сезін алмайсыз, егер сізде блог бар болатын болса. Біткен кезде сылдырына елтімейсіз. Жыныңыз ұстайды. Ақшаны сылдырлатқан несі құрайғанның айтпайтыны жоқты. Дәл қазір қолдарыңызда ақша бар болса, тексеріп көрсеңіздер болады. Сылдырлатасыздар. Рахаттану керек та жан дүниеңіз. Денеңізге тиген кезде прям с удовольствием оны принимать ету керек. Ескеген кезде бір керемет иіс сізге келу керек. Ескеп тұрған кезде дәмі, ақшаның дәмі аузыңызға келу керек. Мүмкін біреуде шоколад болады, біреуде манго болады. Мен өзімнің ақшамның дәмі манго. Біреуде соктың дәмі келеді, біреуде ананастың дәмі келеді. Әркімге әртүрлі болып келеді. Сонымен бірге одан кейінгі төртінші мүше, сезім мүше, сол көру. Ақшаның бетінде не жазылған? Қандай сурет бар? Сіз соны мұқият, жіті, зерттеп қарап көрдіңіз ба? Өзіміз ақшамыздың көп болғанын қалаймыз, оған біз зерттеп қарамаймыз. Мысалы, сіздер біреуге ғашық болған кезіңізде, жас кезіңізде, мүмкін қазір, сол адамды түгел зерттейсіз ғой. Не ішеді, не киеді, қандай киім киіп жүр, қандай сөз айтады, қалай дышать етеді, бәрін зерттейсіздер. Мысалы, балаларыңыз, өмірге келген балаңызды от үйді зерттейсіз. От үйді зерттейсіз. Оның түн ішінде қалай пысылдап ұйықтайтынын, температурасы көтерілді ма, жоқ па, киімі таза ма, құрғақ па, бәрін зерттейсіз. Дәл солай ақша потогымыз ашылғанын қалаймыз, бірақ ақшаны зерттемейміз. Дәл солай зерттеңіз. Ақшаны 4 сезім мүшесімен қабылдай алған адамның ақша потогы ашылады. Қабылдауға тырысыңыздар. Содан кейін ақша потогын ашуға байланысты біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмейсіздер. Менің знаменитый керемет техникам бар. Кез келген уақытта бір нәрсенің қақпағын ашқан кезде, есігін ашқан кезде, кошелектарыңыздың аузын ашқан кезде, сөмкелеріңіздің аузын ашқанда, түймелеріңізді ағытқан кезде ақша потогым ашылды деп айтыңыздар. Қазанның қақпағы, холодильниктің қақпағы, үйдің есігі, любой бір косметичкаңыздың аузын ашқанда, ішіндегі бетіңізге жағатын кремнің аузын ашқан кезде, любой момент, любой нәрсені ашқан кезде ақша потогым ашылды деп айтып жүріңіздер. Ал ана каспилеріңізге тың-тың етіп ақша түсіп жатқан кезде ақша потогым ашылды деп айтып жүріңіздер. Керемет техника. Бұл сіздің ойыңызды жақсы жаққа қарай бағыттау, фокусыңызды ақша потогыңыздың ашылуына қою. От души айтсаңыздар, от души ашылады. Ой, осығанда сенесің ба? Жарайды, айтып көрейін, айта салайын десеңіздер, ашылмауы мүмкін. От души айту керек, сенімділікпен айту керек. Ал енді жүректің қалауын ақылға орындату. Яғни, жүректің қалауы дегенне, адам өзін тапқан кезде жүрегіне не керек екенін сезінеді. Жүректің қалауы деген, ол сіздің жан дүниеңізге не жағады? Сіз нені қалап тұрсыз, соны сезіне білу. Біз көбінесе ақылмен өмір сүреміз да, қой, ақша жоқ, бұл сабаққа қатыспай ақ қояйық. Құралай ханым тегін өтеді ғой, осыны деген тегін ақ тыңдап аламын дейсіздер де жүресіздер. Ал тегіннің құны татымайды, сіздер деген тегін тыңдайсыздар. Практикаға біреулеріңіз қолданасыздар, біреулеріңіз қолданбайсыздар. Сол күйінде қазір мотивацияға тойып аласыздар да кетесіздер. Осы тойған мотивацияларыңыз ары қарай нәтиже әкелген қаласаңыз, жаңағы сабақтарға шіркін-ай, жан дүниемді уборка жасауым керек еді, бизнес бастау үшін табыс тілейді, көріп шықсам жақсы болатын еді, армандарым орындалу үшін армандар алгоритмі, өзімнің жаңағы байлық магнитіне айналып ақша потогым ашылу үшін байлық магнит сабағын көрсем болатын еді деп жүрегіңіз қалап отыр да, бірақ мына жақтан ақыл айтып жатыр. Ой, зачем? Ана сабақты оқыдың ғой, түк болған жоқ, мына сабақты оқыдың ғой, түк болған жоқ деп айтып жатады да ақыл. Сонда жүректің қалауын ақылға орындату керек. Ақыл жүректің қалауына кедергі келтірмеу керек. Сонда ғана сіздің өміріңіз өзгереді. Мен сізге түсіндіре алдым ба, қыздар? Түсіндіре алдым ба сіздерге? Сонда ғана өмірлеріңіз өзгереді. Жүректің қалауын міндетті түрде орындаңызшы. Сонда ғана сіз өзіңізге қаратай жол тартасыз.
Ал енді мінекей қыздар, наконец-то сіздерге айтам деген жаңалығым, сіздерге айтам деген сюрпризім. Жаңа мен айттым, ол табысты ледида не бар екенін айттым. Табысты леди Дәулет ханым, байлық магниті, армандар алгоритмі, өз-өзіңе психолог бол. Осы 5 курсымда менде 43 сабақ бар. 5 курстың әрқайсында, мысалы табысты ледида 12 сабақ бар, Дәулет ханымда 14 сабақ бар, байлық магниті 7 сабақтан тұрады, армандар алгоритмі 7 сабақтан тұрады, өз-өзіңе психолог бол 3 сабақтан тұрады. Сонда осының барлығын қосқанда 43 сабақ бар. Осы 43 сабақты та 200-ден астам техника бар. 43 сабақтың әрқайсысын жемішке жаққандай көретін болсаңыз, 200-ден астам техника бар. Өте оңай, жеңіл әрі тез орындайтын техникалар. Осы сабақтың барлығы 250 мың теңге тұрады. Ал дәл бүгін төлем жасаған қыздарға 90% жеңілдікпен 10 мың теңгеге беру мүмкіндігін сіздерге сыйлайын деп отырмын. Мен бүгін көптен бері эфирге шықпадым. Сондықтан да көптен бері эфирге шықпай, бүгін шыққанымның құрметіне сіздерге осы мүмкіндікті сыйлап отырмын. Бұл мүмкіндікті қолданам дегендерге қазір мен сіздерге қайда ақша салу керек екенін көрсетейін. Скрин жасап алыңыздар. Каспи номер 8707-555-7363, чекті 8778-934-9008-ге жібересіздер. Скрин жасап алыңыздар. Тек қана бүгін бұл мүмкіндік. Чекті мына номерге жібересіздер. Скрин жасап алыңыздар, басқасына ашып жіберіп қойыңыздар. Скрин жасап ала қойыңыздар. Алдық па? Ал қалайсыздар? Сабаққа ризасыздар ма? Даусым қалай естіліп тұр, бейнем қалай көрініп тұр, қосып белгісін қойсаңыздар. Қыздар, мені бірінші рет көріп отырған қыздар, парақшама подписаться етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Мен тікелей эфирге шыққанда, пост салған кезде, сторис салған кезде сіздерге келіп тұратындай. Кімнің санасында лампочка жанды? Медитациялар бола ма ішінде? Болады. Айдана, керемет. Даусым қалай естіліп тұр, бейнем қалай көрініп тұр. Бұл жердегі негізгі фишка, өміріңіз өзгерген қаласаңыз, мұна А нүктеңізден Б нүктеңізге қарай қозғалғыңыз келсе, жан дүниеңіздегі тұрған травмалар мен болячкаларды, блоктарды шешу керек. Ақша потогын ашатын, өміріңізді жақсартатын, терапиядан өткізетін техникалардың барлығын орындау керек. Олар өте оңай әрі жеңіл. Осы 43 сабақ, 200-дей техника сіздерге небәрі 10 мың теңгеге тек қана бүгін. Дәл қазір. Мен нені қосып жазып қояйын? Реквизиттер, жаңа скрин жасап үлгермегендеріңіз жасайсыздар. Маған комментарий жазылмай жатыр ғой, что-то. Біреуіңіз жазыңыздаршы. Құралай ханым, психология оқытасыз ба? Психолог болғым келеді. Амангүл ханым, бізде өз-өзіңе психолог бол, яғни психология техникалары мен практикалары деген 3 айлық курс бар. Оған тіркелу үшін мынаны 10 мың теңгеге алып алыңыздар, қыздар. Осыдан өткеннен кейін ана жаққа барсаңыздар, как сыр в масле катаетесь. Күшті болады. Ертең алуға бола ма? Ертең алу алғысы, қыздар, бөліп төлеу болғанда 10 мың теңге ғой. Ертең алғысы келгендер бүгін бронь жасап қойыңыздар. Тек қана бүгін бұл мүмкіндік. Дәл қазір бронь жасаңыздар. Бұл сабақтардың барлығы запис, қыздар.
табысты леди, байлық магниті, армандар алгоритмі, дәулетті ханым курсы, өз-өзіңе психолог бол сабақтары, бұлардың барлығы запись. Жеке қабылдайсыз ба? Қабылдаймын. Керемет сабақ болды. Біреуін ғана алса бола ма? Жоқ. Бұрын жасап қойсаңыздар болады. Ташкентте Каспий жоқ. Бізде Сбербанк бар. Қыздарға хабарласыңыз, Сбербанкқа төлеуге болады. Қыздар, мен неге комментарий жаза алмай қалған? Мына жерде қатып тұр. Кітап қанша теңге тұрады? Кітап 3,5 мың теңге тұрады. Күнделік, мен күнделікті бір рет көрсетіп қойайын сіздерге. Күнделік 5 мың теңге тұрады. Күнделік сатып алғандарға ручка сыйлыққа беріледі. Дәулетті ханым ручкасы. Үш айлық курсқа қатысып жатырмын. Ол жерде бұл сабақтар бар ма? Жоқ. Бұл мүлдем бөлек сабақтар. Сізге кедергі келтірмейді. 10 мың теңге ғой, алып алыңыздар. Керемет сабақ болды. Қыздар, алған инсайттарыңыз, саналарыңызда жанған лампочка, қандай лампочка жандырды, қандай инсайт алдыңыз, қандай өзгеріс болды, эфир барысында қандай трансформация болды, қандай ой келді, бөлісе отырыңыздар. Сонымен бірге менің сабақтарыма қатысып жүргендер, менің сабақтарым туралы отзывтар жаза отырсаңыздар, тіпті керемет болатын еді. Қанша ай сақталады, сіздерде мәңгіге қалады. Ең бастысы, жіберілген сабақтарды жоғалтып қоймасаңыздар болды. Өшіріп алсаңыздар қайтадан жіберілмейді. Өйткені сіздер миллионсыздар, менің қыздарым 2-3 ғана, бәрін жоғалтып қойдым дегеннің бәріне жіберіп отырса, физически не успевает. Қалай бронь жасайды? Көмекшіме шығасыз. Қыздар, біреуің менің көмекшімнің номерін жазып жіберіңіздерші, менде комментарий жазылмай жатыр. Ол сабақтардың бәрі сіздерде ссылкасы жіберіледі. Ссылкасы WhatsApp-тарыңызға жібереді. Ссылка арқылы кіресіздер. Ссылка жабық, сіздерге аманат. Ол закрытый ссылка, ақша төлегендерге ғана беріледі. Сіздерге аманат таратып жібермеңіздер. Аманатқа қиянат жасамайды. Сонымен бірге қыздар, сіздерге керемет жаңалығым бар. Менің адвокаттарым, юристарым, бүкіл сабақтарымды адвокаттық правасын қорғап берді. Енді менің сабағымды былай шығып 200 теңгеге, 300 теңгеге сатқан қыздар, доғарыңыздар. Авторлық құқық бекітулі заңмен қудаланасыздар. Бұл сабақтарыңызды алғанмын, шетінен қарап жатырмын дейді қыз. Ручка бөлек сатылама? Жоқ, ручка сыйлыққа беріледі. Бөлек алсаңыз, пожалуйста, 7 мың. 7 мың теңгелік бренд менің атыммен шығып жатқан ручканы 7 мың теңгеге алғанша, лучше 5 мың теңгеге күнделік алыңыздар, ручка сізге сыйға беріледі, 7 мыңның ручкасы. Жемпіріңіз әдемі екен дейді, рахмет. Телеграм емес, неге жібереміз? Осы сабақтарды көріп алыңыздар, сосын психолог болуға дайын боласыздар. Барлық сабақтар күшті. Өзіңе білімге салған ақшаларың 10 есе қайтады. Оған күмәндарыңыз болмасын. Балданай ханым, үлкен рахмет. Қыздар, қараңыздаршы. Менде Шолпан, Шынар деген кураторларым бар да. Сол кісілер сіз сияқты оқырман болған маған. Сіздердің орындарыңызда отырып, мені көрген. Бүкіл сабақтарыма қатысты. Өз-өзіңе психолог бол курсыма қатысты, коучингтан өткізген курсыма қатысты. Қазір олар менің кураторларым. Менің қол астымда менімен бірдей әріптес болып жұмыс жасайды. Өз-өзіңе психолог бол сабағына куратор болып отыр. Сіздерге де дәл сондай нәрсеге ұмтылмасқа қане. Куратор болып кетпесеңіздер де, сіз айналаңыздағы адамдардың проблемасында көріп тұрасыз, ешкімге ренжімейтін боласыз, жыныңызда ұстамайды, ашуланбайтын боласыз. Рахат өмір емес па, рахатизм өмір емес па?
Сіздерде дәл сондай жетістікке менің жанымда сол Шолпанмен кім сияқты, Шынар сияқты жүреді деп сенемін. Қазір мына курста отырған, 3 айлық курста отырған қыздардың ішінде мысалы Бақыт ханым, Балданай ханым уже дайын психологтар, дайын болып келе жатыр да. Алла қаласа сертификаттарын алғаннан кейін мен ол кісілерді де Алла қаласа куратор қылсам деген ниетім бар, мақсатым бар. Біз көбейеміз, өте көбейеміз. Менің осы недегі курстарымды оқып жатқан қыздардың ішінен өзімнің шәкірттерімді өсіріп, тек қана солар сіздерге сабақ беріп отырса деп ойлап жүрмін, армандап. Қайда аударамыз? Қыздар, біреуіңіз жазыңыздаршы. Міне мен көмекшімнің номерін жаздым. Әсел емес, қазір бізде Жанна. Ондай да бар ма, Құдай сақтасын? Иә, 200 теңгеден сатып жүргендер де бар. 3 айлық курста өзгерістер болып жатыр дейді. Дәулет ханым курсы күшті, маған керемет өзгеріс болды дейді Гүлнұр. Жаным сол. Қыздар, жазып алыңыздаршы. 8707 555 73 63 Каспий. Мемнерде жаза алмай отырғаным ай? Сізден үйренгенімізді басқа психологтар өз тәжірибесінен пайдалана алама. Сертификат алғаннан кейін пайдалана аласыздар. Бұл сабақтар прям психологтарға таптырмайтын дүние ғой. Таптырмайтын дүние. Табақтай дипломды алып аласыздар, қып-қызыл қылып оны сандыққа салып қоясыздар да психолог болып жұмыс жасайсыздар. Практикада не істеріңізді білмейсіздер. Вот 25 жылдың тәжірибесін сіздерге судай тегінге беріп отырмын ғой. Алыңыздар, қолданыңыздар өмірлеріңізде, бірақ сатпаңыздар. Мен сізге сенем дейді Ардақ. Рахмет жаным. Орындыңыз қандай әдемі дейді жандарым сол. Сізді 1 жылдан артық тыңдап келе жатырмын дейді. Қыз ұзатып норка шуба кидім дейді. 3 айлық сабаққа қатысып жатырмын. Сол сабақты көріп мынандай ой келіп жүр. Бала көтере алмай жүрген жандарға көмек берсем деп өзім таңғалып жатырмын. Мүмкін өзімді табуға жолым ашылып жатқан сияқты дейді. Қызық ертегілер Кенжеш. Сенікі бағытың өзгеріп кетті ма? Жаным менің дейді. Құралай ханымның сабақтарын оқысаңыздар, өмірге жаңа келгендей өзгересіздер. Рахатизм өмір сүру деген емене екенін шын жүрегіңізбен сезінесіз. Мен 3 айлық курстың курсантымын, Айдана Бишкек дейді. Бұрын қалай жасалады? Мына номерге хабарласыңыздаршы, WhatsAppқа жазыңыздар. Төлемді қалай жасаймын, бұрынды қалай жасаймын деп. Төлеу үшін басқа банк бар ғой бізде, Сбербанк бар. Сбербанктың номерін алыңыздар. Алланың берген сыйы ғой Құралай ханым дейді. Жаным менің сабақтарын үзбей алып келемін. Маған күнделікті азықтай сабақтары от жанасыздар, қыздар сабаққа қатысыңыздар дейді. Бұрын жасау үшін осы номерге жазыңыздар, сіздерге реквизит береді. Менен мына жерден комментарий жазылмай жатыр ғой. Комментарий жазылмай жатыр. Құралай ханым, әр адам Алланың алдында ұяты білсін. Сіз айттыңыз ғой, сабақты даже туыстарымызға бермедік. Көзираш ханым. Мен естіп жатырмын. 200 теңгеден сатып жатқандар. Тіпті менің курсымды тура айнаға тесіз ғып өткізіп жатқан адамдардың өзіне шығып айттым мен. Менің сабақтарымды олай істемеңіз деп. Менде даже WhatsApp сақталып тұр екен ғой. Вы единственный психолог на казахском языке, которого я слушаю, дейді Дина жаным, Динарка. Бүгін жартылай төлейінші болады. Жартылай төлеп, бронь жасап, содан кейін тапқаныңызды берген кезде сіздерге сабақ сразу беріледі. Өмірлеріңіз 360 градусқа өзгереді дейді. Жанды, күшті проработка жүріп жатыр курста. Қыздар, егер
қазір сіздерге проработка жасап берейін ба? Кімнің ақшамен проблемасы бар? Ақшаға байланысты проработка жасап берейін ба? Кім шығады? Қыздар, замандастарым, Бибара ханым жазып жатыр. Сабаққа қатысыңыздар, көздеріңіз ашылып, жаңа инсайттар пайда болады. Адамнан ар, мінез, білім деген нәрселермен озат. Өзін-өзі инвестиция құю арқылы өзіңізге махаббатыңыз ашылады. Қандай күшті сөздер, Бибара ханым. Мына қыздардың жақсы жазған комментарийларын Шолпан, Шынар, скрин жасап алыңыздаршы. Мен үлгіре алмай жатырмын. Қай номерге ақша саламыз? Шолпан жазып жіберші. Каспий 8707-555-73-63, чек 8778-934-90-08 деп жазып жібере қойшы. 5 сабаққа 10.000 теңгеге тіркеле аласыздар. Кімнің ақшамен проблемасы бар? Мені шығарыңызшы дейді Тоғжан. Сабақ қанша уақыт қарауға болады? Сабақ вечный қалады сіздерде. Ойлаңыздар енді, 43 сабақ, 200 техника вечный қалады. Маған проработка дейді. Сара ханым, қазір сізге жазам. Қыздар, шығып кетпей тұрған кезде скрин жасап алыңыздаршы. Реквизиттерді скрин жасап алыңыздар. Каспий номер тұр, чекті жіберетін, тіркелетін номер тұр. Скрин жасап алдық па? 1, 2, 3, 4, 5. Скрин жасап алыңыздар. Қазір мен проработка жасап берем сіздерге. Кімді шығарайын? Бұл скидка қашан болады? Бұдан кейін болмайды. Жаңа кімге жасайым дедім? Кімге жасайым дедім, қыздар, жаңа? Единственный психолог деп жазды ғой, осы кісімен жасайыншы. Динара, сізге запрос жібердім. Динара. Привет, қалайсыз? Очень рада вас видеть, прям очень-очень нереально. Только что с работы пришла. Один сөзіңмен завоевала. Единственный психолог на казахском языке, который я слушаю. Нет, реально, потому что я слушаю на английском, на русском, в основном Тляшинова. Мен обычно раньше всегда была Тляшинова Барой, которая Пугачеваның несі психолог. И содан кейін сіз тұрсыз после Тляшиновой. Прям наравне Тляшиновой я вас бил ол Россияда жыл әйел, то есть как бы премия алды, женщина года деген. И я думаю, сіз тоже лайықсыз. Ну, как бы, мое мнение. Динара, рахмет, я рада. Қай қаладансың? Алматы. Алматыдан. Вот ақшаға байланысты қандай проблема бар сенде? Қандай блоктар бар, айта қойшы. Смотрите, мен занимаюсь бизнесом, да, бәрі вроде нормально, да. Работаю по 10-11 часов в день, да. Как сіз сияқты отдыхать, чем-то сіздің сөздеріңізде я себя вижу иногда. Вот отдыхать не умею, когда отдыхают, постоянно моим степ трат. Ну, в последнее время как будто становлюсь ребенком. Какая-то рассеянность, какая-то неряшливость. То есть, киімдерім кір болып қала береді. Далаға шықсам, далада көріп қаламын соны. Вот как ребенок бар ғой, 5 жасар баласы. Өзіңді ұмытып кеттің. Сосын бұның ақшаға бұдан да көп проекттер жасауға, бұдан да көп күшті нәрселер жасауға мен по американской системе английский кітаптарды көп оқимын.
по американской системе программа жаттабагам актерского и ораторского искусства. Вообще я актриса. Три образования, два образования. Ну, третье это Классно. просто. Сонымен көп мүмкіншіліктерім бар. Маған айтады, бірақ кешке до такой степени шаршап келемін да, баламның сабағын ұмытып кетемін. Динарка, бір Ручкасын сұрақ салып қойсам ұмытып бола кетемін. ма? Бір сұрақ Қандай? қойсам бола ма? Мгм. Сен ешкімге айтпайтын бір әңгімең бар. Ол қандай әңгіме? Ешкімге айтпайсың. Ол Мен, знаете, как психология стала изучать? Мен неден байқадым ешкімге білесің ба? Постоянно жертва бүйтіп болғым айтсың. келмейді. Ешкімге жертва болғым келмейді. Зачем жертва болуға? Взрослый состояние өту керек. Нет, жертва болғым келмейді, поэтому ешкімге ештеңе айтпаймын. Вот какой-то вот душевный ішіңде бүйтіп жатқан бір ауыр бір әңгіме бар. Аузыңды былай жаба бересің, айтпа деп. Или, может быть, это общий қойып алған позицияң болуы мүмкін. Язык тела. Сіз несколько раз аузыңды жаптың жаңа сөйлеп жатып. Да? Ну, жизнь так научила. Это же моя профессия. Правильно говорить. Я же бизнесом занимаюсь. Я же должна своим языком привлекать людей, а не отталкивать. Правильно? Сен языкты, омен тіліңді, омен бүйтіп шектеп жатырсың да. Ол шектеуді алып тастаған кезде еще лучше будет у тебя. Да. Может быть, да. Да, кстати. Вот эти установки сені қайта-қайта бүйтіп артқа тартып жатыр да, сенің мүмкіндіктеріңді бүйтіп жауып жатыр. Вот жаңа біз ақшаға байланысты проработка жасайық дедік қой, енді қызық қой, бәріне ақша. Ақшамен қандай проблема у тебя? С утра до вечера істеп жатырмыз жұмыста. Клиенттер алғаш шүкір келіп жатыр, да? Менің салонымда, басқа салондарда табысыңа көңілің толмай ма сонда? көңілім толмайды и вечно жетпейді, честно. Я вроде екінші образование экономист, да? Магистратурасымен бәрін қызылға бітіргем. Шашым түрім бүйтіп тұрса, ұялып тұр. Әдемісің, күшті. Жұмыстан шаршап келген ғой. Соны не знаю, білмеймін соны. Вроде былай өзіме бір жаққа барып келем, путешествовать етіп келем, да? Өзімді люблю, да? Сонда да жетпейді, вечно. Ну, не знаю. Именно не нәрсеге жетпейді. Просто не знаю, анаған жеткізем дегеннен шаршадым ба, не знаю. Короче, көңілім толмайды. Я знаю, что я больше могу зарабатывать, но меня раздражает, что у меня нету этого. Понимаете? У меня нету машины, у меня нету, у родителей живу, своей квартиры. У меня есть только мой бизнес, мои любимые клиенты, мой, Аллаха шүкір, ребенок, моя внешность красивая и все. Понимаете? Динарка, қазір вот сен ақылмен сөйлеп отырсың да, ақылыңның бәрін отключи, только чувствамен сөйлеш. Ответь на мои вопросы. Мен қойған сұрақтарыма жауап бере ғой. Вот сен жетпейді деп, мысалы, машинаға жетпей жатыр, квартираға жетпей жатыр деп жатсың ғой. Соны жетпейді деп айтқан кезде қандай чувство у тебя? Что ты чувствуешь? Немножко ұялам. Потому что есть сейчас люди, которые хуже меня живут. Я чуть-чуть, енді мен, у меня мама, родители очень-очень шүкір деп айтып, очень хорошее воспитание всегда дают, да? Идеальная мне семья. Еще какое чувство? Как-то с другой стороны, как будто кто-то мне не верит. Вот такое чувство. Потому что бәрі думает, что у меня все прекрасно. Вот именно осындай состояние в детстве, когда было? Брон, может быть, подростковый возраст, да? В детстве... Да, кстати, было. Я общалась, мы хорошо жили, но общалась с теми девочками, у кого ничего не было, и старалась, я вспомнила, старалась оларға өзімді де солардың уровенінде,
керек көрсетуге ма? А ты знаешь, у меня тоже вот так вот, когда бабушка умерла, или там так было, или мама, это когда папа заболел, так было, деп, постоянно старалась өзімнің кемшіліктерімді көп айтуға, оправдывалась как будто бы, сильно. Мгм. Қазір соны есіңе түскен кезде қандай сезімде болып тұрсың? А, Сезім, понимаю, что это у меня когда-то было, но не вижу выхода, что делать. Мгм. Вот видишь, Я знаю, ты сразу говорила, ұяламын, содан кейін недоверие людей. Сен да, ұялып ну недоверие болғанда енді кейбіреулер маған айтады, саған не жетпейді дейді да, постоянно маған. вот сен ұялып тұрып өтірік айттың, они все Мгм. равно тебе не верили, не доверяли. Не верили сенің кедей болып көрсеткеніңізге, так, да? Да, наоборот, еще больше старались меня, ведь всегда меня старались, ну, как бы, ну, как-то не общались со мной, там, некоторые. И я вечно любила, ну, как бы, подмазываться, что ли, и у меня никогда не было подруг. Вот сол кезде тебя не любили, не общались, вот Ну, сол хотела иметь подруг, они всегда меня, как бы, отстраняли, всегда. сол кездегі состояниеңді описывать етіп берші. Они отстраняют, сенімен не дружат. Э, Не В дружат, каком да, состоянии даже было? один раз даже в этом, ну, раньше эти кафешки даже меня оставили одну, сами уехали. Как ты себя чувствовала тогда? Ну, конечно, ол кезде такое у меня... Вообще, я с детства до замужества, я сейчас понимаю, чуть-чуть наполовину неосознанную жизнь вела. Как-то Мгм. аузыма киіп, как-то, знаете, любое чувство, она до конца өткізбеймін, да, өзіме? Мгм. Как-то все как во сне жила. Бывает такое? Вот. Мгм. Бывает. Просто көп оқитын из-за этого, наверное. Мгм. Вот представься, вот не лучше рассказывай отношения с подругами, жаңағы сен өзіңді Почему-то мен кедей бәрі қылып менің өмірімде сондай көрсеткен. нәрселер ерунда сияқты, на самом деле. Как-то Мгм. басқа адамдардың өмірі больше сложно сияқты да, а менікі бәрі бір андай не совсем как этот вот сказочный бір принцессаның өмірі сияқты айтып отқан сияқтымын да, и почему-то мне сейчас даже чуть-чуть стыдно, как будто менің айтқан нем бір, как будто біреулер маған ерунду рассказывает деп айтып отқан Нет, сияқты болып тұрады. вот Честно, это если вы то, что стыд, чувствуете, вот тоже. мына стыдпен, ұялумен, жаңағы Мгм. недоверияны қазір біздің задача соны алып тастау ғой. Ол үшін сіз маған көмектесу керексіз, айтып беру керексіз. Сол кездегі Последний вопрос мне па- скажите. па- вот, подругаларыңызбен, когда вы притворялись, что вы бедная, когда вы Да. притворялись, вот, что у вас тоже нету, вот эти Мгм. моменты, до мелочей вот рассказывайте, пока я вас не остановлю. Сол этот қыздармен, например, мысалы, квартиру снимали они, да? Мгм. А, Когда я ходила с ними на квартиру, курстас қыздармен, а, менің киімдерімді, нелерімді жаңағы айтады ғой сол кезде, ой, это мне этот, мама просто так купила, деп жаңағы андай, просто деп жаңағы, как будто оправдывалась, понимаете? Вот, Мгм. мысалы, менің қымбат киімдерім, нелерімді, былай, просто так деп, и старалась, не знаю, олар анадай үндемей қалса, я очень чувствительна, я же хоровик, первый колледжде хоровой дирижерім, біз өте анадай 12 звукты тыңдай аламыз да, Мгм. одновременно. И содан, наверное, я вот это вот каждое переглядывание их, я прям вот чувствовала. Вот, Мгм. бір-біріне қарағанын. Енді Динарка, И даже вот это рассказываю, мне кажется, я всякую ерунду как будто говорю. И людям тоже бірдеңе айтуға ұяламын, потому что боюсь себя показать какой-то слишком наивной, что ли. А, Какой-то все. Вот адамдарға бірдеңе айтсам, адамдардың өмірі бір қиын нәрселер айтады да, обычно жаңағы. А менде әке шешемнің, наверное, под их защитой, ондай ештеңе қиыншылық көрмеген шығармын.
Ну, мне кажется, вот чуть-чуть ерунда сияқты, но вот это меня немножко, наверное, что-то где-то там заклинило, не знаю. Динарка, мен сені естідім, түсіндім, поняла Мгм, тебя. Теперь мгм, ты можешь вот представить, что ты действительно хорошо живешь, вот өзіңнің арманыңдағыдай вот хорошо живешь, сенде мгм, бәрі бар, мгм. ата-анаң сенің бүкіл жағдайыңды жасап жатыр, соны бәрін елестетіп отырып рассказывай мне, как вот действительно қандай болған қаладың, ата-анаң и так та жағдайыңды жасады ғой, оны одан да күшті қылып, как мечтала, вот так же рассказывай. М, Как принцесса, вот представь себе. мгм. Бар, А, да, все условия бар у тебя. Соның бәрін рассказывай. Қалай көрінеді, солай рассказывай. Я кезінде, Эмоциямен, эмоциямен рассказывай. то есть, начиная с детства, да, или как? Детство. Вот именно детствоңды айтсайшы. М, Вот жаңа қыздарға өтірік айтып жүрдің ғой, сол кездегі возрастыңды елестетіп солай қылып айт. Ну, конечно, у меня опять сейчас покажется, что я всякую ерунду пока скажу, не знаю. Короче, у меня была такая, в то время маленькая, Дихму Тертё, мне уже вот без 35 лет, да? Мгм. Тогда 2002 год, ой, 2004 год, тогда маленькие машины были в моде, но мне всегда хотелось больше, большую, конечно же. Ну, это, блин, детская как будто э, всякую Классно, херню. классно. Все нормально. Рассказывай. Мои клиенты и мастера увидят, скажут, хозяйка с ума сошла, скажет. Момент, короче, конечно же, мне хотелось побольше. Потом были жигтеры, которым почему-то не обращали внимания на меня. Э, хотелось бы, чтобы перед ними я выпендрилась, конечно, на большой машине. У меня этого не было, возможности такой. И вечно я думала, мне на жигитке барам только когда у меня будет большая машина. Ну, имеется в виду, или когда у меня будет там крутая шиншилловая шуба. Вот почему-то у меня всегда до сих пор есть такое, оказывается, я вот сейчас только что вспомнила, чтобы чего-то, куда-то прийти даже, чего-то достичь, менде мынау болу керек, мынау болу керек, мынау болу керек. Күйеуің бар Я ма сейчас не қазір? замужем, да, и мне кажется, я найду мужа тогда, когда у меня будет, например, минимум Range Rover, например, новый, да, спорт, Range Rover спорт. Есть? Вот видишь, у тебя тағы бір блок шықты. То, что ты замуж не выходишь, сен установка Ага. сделала, сенде машинаң болған кезде, шиншилловый шубаң болған кезде, вся богатая болған кезіңде күйеуге шығам деген установка. Я и Viva Plaza до квартиры еще. Забыли. Ол установканы проработка жасағың келе ма? Я хочу, чтобы именно не подавить ее, а именно, чтобы я достигла и все. Давай договоримся так, қазір сперва жаңағы ақшаға байланысты блокты шешейік. Мы уже на полдороги. Мгм. Давайте. Потом Интересно. за Очень счет, за интересно. счет I'm so за счет interested. мужа другой Да. сеанс будет. Хорошо? Окей. Еще раз представь, сен қыздармен жаңағы өзіңді неше болып көрсеткеніңді, вот сол моменттерде еще раз рассказывай. Новый что-нибудь можешь или старую, то, что вот сейчас рассказывала, можешь? Старое, да, давайте старое расскажу. Короче, моя мама работала на хорошей должности в Народном банке. Ол кезде 93 жыл мектепке барғанда ол кезде бәрі жабық, тек Народный банк стоял, знаете, да, дүркіреп тұрған кез. Ол кезде назывался как Сбербанк, да, или как? Сбербанк назывался, да. Мен мамам сол жерде бастық болып істеді, и, короче, қасымда класста почему-то именно ең кедей қызды алып алғам, еще соның артынан жүгіріп жүріп. Ананың үйіне орыста я в русской школе училась. Еще в русской школе, где такой Русью пахнет порой. Это ты бессознательно их выбирала. Без сознания Да, именно она. Еще она қыз хотел, немножко чтобы было. ергежел ма бірдеңе еще. Помню, Татьяна еще, это Таня. Ергежел қыз тауып алғам. Қыздың үйіне барам еще. Бабушкасына көмектесемін. Еще иісі шығып тұрған андай не орыстардың бір түрлі иіс, енді так нельзя говорить, енді сондай тамағын жеркеніп тұрсам да жеймін да, біздің үйде енді
понимаете, когда тамак. Мгм. И почему-то, ну, еще постоянно перед ней чувствую себя виноватой. Вот это было. И мамам бір күн мамамның офисіне ой, кабинетіне бардым сол қызбен. Мама, мамам айтқансың да кім есі дұрсады мамам. Вот это я помню. И как-то раз я, оказывается, ее жүгіріп задела. Сонмен, короче, она почему-то именно на меня сильно взъелась и разозлилась на меня, знаете. Даже мамасын шақырды потом. Мгм. А мен оған солай артынан жүгіріп, извините, меня одно место целовала, да? Kiss, she's ass, yeah? Ну, как бы. Мгм. И она вот так вызывает мать, и я испугалась первое время. Мгм. Вот. А как это? Сосын онымен араласуды қойдым. Держите от моей дочери подальше, деп маған. Короче, как Динарка, будто меня бы изверг көрді почему-то. Почему я изверг? я тебя поняла, Динарка. То, что вот Я ты сейчас смеялась, ты постоянно так смеешься? открыто, да. Мгм. А, я вообще тамадировала когда-то жас кезімде там. Ой, то есть, фу, жас кезімде тут нельзя такое говорить. Тем более, женщинам постарше нельзя говорить, они обижаются, я знаю. Ну, имеется в виду, вообще у меня открытость есть всегда. Я вообще хочу коучингом заняться и заняться спикерством. У меня это хорошо получается. Прям адамдардың ауыз ашылып маған қарап отырғандары, оларға прям каждыйның көзіне жаңағы өзінің энергетиканы бергенім, это мне enjoy. Прям реально real enjoy. Прям реально я прям Мына удовольствие. блогты шешесің, ақшаға деген спикер боласың, деньги будет течь. Амин, 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 амин. Динарка, Ау. глубоко дыши один раз. Мұрныңмен дем алып, аузыңмен шығар. Қайтадан нам рассказывай, что тебе люди верят, что тебе не стыдно, что ты богатая. Люди тебе доверяют. Вот такие моменты рассказывай. Представляй, выдумывай. Мгм. А почему-то у меня сейчас еще один стыд, как будто я не так, ну, как бы не как будто вообще я не такая уж богатая. Знаете, постоянно, когда-то кто-то обо мне говорит что-то хорошее, мне хочется сказать, нет, Потому я что не до конца такая. блок мы еще не убрали, поэтому все еще есть. Поэтому, да. Уходит. Сейчас вот Короче, я тоже блогер, да? просто вот с чувством надо говорить. Жаңа ақылмен емес, сен жаңа Мгм. ақылың қосылып кетіп жатыр, да, из-за этого тоже стыдно тебе. Ум отключи, просто что чувствуешь, вот это говори. Біз екеуміз ғана отырмыз деп ойла. Да. Нет, я публику люблю. Публика пускай смотрит. Мен публикаға наоборот, жанданып, гүлденіп кетемін мен өзім. Вот. Кстати, мен инстаграмда Құралай Қалиева деп қойғам, көрдіңіз бе? Өзіңдікін ба? Өзімнің инстаграмның, прям у меня там көп емес, 15 мың адам. Құралай, не деп қойдым? Фанат Құралай Қалиева деп, сіздің прям мынандай страницаның басындағы несі бар ғой? Обложка бар ғой, обложка. Сол жерде прям сізді прям көрсетіп қойып қойғам еще. Қараймын. Қараңыз. Бәрекелді. Так, хорошо. Давай, рассказывай. Что ты богатая, Да, я саған богат. бәрі доверяет, сен ұялмайсың богатая болғаныңа, ақшаның көп болғанына ұялмайсың. Я ұялмаймын, адамдарда даже жаңағы қиналып тұрса да, ол әркімнің өзі өзінде. У каждого своя жизнь. Я должна быть такой, потому что я много работаю, я заслуживаю. Это ум говорит тебе, қасыңда кім бар? Дай, я тебе помогу. Нет, ты же представляешь, қасыңда кім бар?
Мама. Может, муж, Я кто... всегда боюсь маму. Вот нереально. У меня вот страх. У меня мама очень властный человек, на самом деле. Она, если сейчас услышит, меня убьет. Я, Она, қасыңда мамаң бар. Как нам понять, что ты богатая? как вам понять, что я богатая? У меня три салона красоты. Мгм, Я успеваю бәр жерде, мой мгм, потенциал, энергиям жетеді екен бәріне, реально мгм. жетеді екен. Люди тебе доверяют. Именно кто тебе доверяет? Вот придумывай. У меня өте дәулетті клиенткаларым бар. Э, Мгм, айтуға болмайды. И ол кісілер даже маған мысалы кейде даже мен астанада жүрмін десем, мені күтіп келеді. Это меня делает make me happy, да? мгм. Делает счастливой. И ондай дәулет, жаңағы даже сіз құрбыларыңыздың бағасын дедіңіз ғой, мен почему-то ұялғаннан солардың зарплатасын снизила в 3 раза. Почему я так делаю, не знаю. Понятно, что у тебя блок стоит. Мгм. Да, снизила в 3 раза. Ты можешь сейчас А, говорить, сколько у тебя денег? Вот просто ол деген не ғой, қиялдап айтасың ғой. Көп ақша айту керексің. Я, мен үшін көп, это примерно 5 миллион в месяц. Мен үшін көп. Мгм, мгм, Для меня. It's just for me, yeah? мгм. Для мен Сол үшін. 5 миллионды сен ұялмай қай жаққа барып жұмсай аласың? 5 миллион маған реально жететін еді. Честно. Вот. Ұялмай, куда бы ты Я, стратил? честно, Құдай маған 5 миллион бер. Айна, мен оны реально жеткізетін едім. Реально. Береді, куда бы ты Да. стратила? В первую очередь я люблю дарить. Кішкентай кезімде сондай болатын. Мамамның қымбат киімдер үйге, мен балам да сондай. Барса, столовыйда обязательно бір баланы кормить етіп келеді. Берген ақшамның жартысын жоқ келеді. Мен сондай болғам. Либо жоғалтам, либо берем, короче. Бүкіл, даже мен гастрольдерде жүрдім ғой, жас кезімде сондай әнші, нені жақсы көрдік қой енді. И вечно киімдерім жоғалтып келетін. Даже, блядь, нижний бельем один жоғалтып келетін, который мама неден күшті жерден. Мен жоғалтқанға бергенге нем. Сол үшін сразу, если ақшам болса, лучше сразу какую-то часть берем. Динарка, Знаю, что потеряю. глубоко дыши. С носом со рта выпускай. Теперь ты хочешь рассказывать то, что ты себя показывала, что нищая, что ты Кстати, нет. уже не хочешь, да? Да, это ерунда, мне кажется. И я знаю, что Динарка, слушай, освободилось что-то, да. у тебя трансформация уже произошла. Ты уже Да? не хочешь рассказывать. Да. Да, даже как будто это все ерунда сияқты. До этого чуть-чуть неприятно было, стыдно было, сейчас уже, ну, вроде не стыдно. теперь ты подумай, ең басында сен айттың, машинам жоқ, соны жеткізе алмай жатырмын, сол машина керек деп ойлаған кезде, үй керек деп ойлаған кезде, как-то мне стыдно становится. Сейчас попробуй подумать, тебе все еще стыдно? Ну, менде енді 5 миллион болады ғой, Айна. Мгм. Тебе не стыдно, да? Какая-то уверенность появилась, менде бұйыртса 5 миллион болады. Вот осы жердегі отырған көрермендердің бәрінде болады ақша. Так что у нас у всех главная Құралай Калиеваның, Калиевна, говорю, сіздің отчествоңыз жаттау керек еді, по отчеству негізі прилично. Сатиевна, Калиева. Құралай Сатиевнаның арнасынан кетпеңіздер. Реально у меня сейчас даже вот аяғым жасты, колготки киіп сонда да көрсетейінші. Аяғымда чуть-чуть у меня вот такой как мурашки. Мурашки, и я уже знаю, уже прям как будто планирую 5 миллионов куда потрачу. У тебя уже это даже спросить лично, мне кажется, вот сеанстың соңында, как ты себя чувствуешь, деп сұрау керек, да? По тебе видно, что трансформация произошло. Мама айтқандай, сен аузыңды ашсаң шиқаның көрінеді деп ба? Сен уже аузыңды жаппайсың. Да.
аузыңды Да, жаппайсың. У кстати. тебя вот Мгм. эмоцияның шкаласы көтерілді. Чувствуешь сама? Эмоцияң Да, көтерілді. да, кстати, я пришла сегодня қазір ғана басым ауырған. Мгм. Верите? Прям до эфира мен басым ауырды. Мамам айтты, бар балаңды сүй, қайтады, ну, пройдет. Баламды сүйдім, вроде как это усталость прошла, но все равно головная боль оставалась. Ну вот сейчас головной боли нет, я сейчас хочу на улице пойти чуть-чуть спортом позаниматься. Кстати, девчонки занимаются. Просто вот эти блоки почувствовали, наверное, что ты избавиться хочешь. Да, что-то Ты избавилась. хочется энергии больше. Да, энергии больше хочется. Сізге өте рахмет. Как сказать, от Всевышнего. Сіз де мысалы беріп жатсыз ғой тоже, да? Ты везущая. Менің 150 мыңдық консультациямды вот так получила бесплатно. Ты понимаешь? Да, я знаю. Уже мне везет, да, установка, что мне везет, да. Негізі, кстати, у меня еще была мечта, она еще есть, мен бай боламын ғой. Сол кезде мен сізге Range Roverмен келем бұйыртса. И Вау. еще хочу, да, еще, кстати, анандай ой болды, екеумізге билет, екеумізге ғана. И Қайда барасың? уверяю вас, да, в Дубай. Дубайдың еще ең қымбат жерлеріне. Сіз басқа жердің бәріне барып болған шығарсыз уже. И уверяю вас, барғанда никаких психологических уроков не будет. Just enjoy, просто наслаждаться. Классно. Да. Соңы жетпей жүр маған. Чтоб Да, кстати, просто құралай болып жүргім келіп жүр. я хочу этого с вами. Я хочу этого с вами. И сіз маған шаш туралы сұрамайсыз деп. Договорились? Договорились, классно, жаным сол. Сіздің сабағыңыздан кейін қандай әсер алғанын айтайын мен. Айта ғой, иә. Вот мына қазір скидкада болып жатқан сабақтарға қатысқансың ба? Қатысам мен. Жоқ, мен Дәулетханында болдым. Вообще, я научилась не обижаться, даже вот кибермастерлеріне, даже маму учу, давлениесі көтеріліп кетеді да. Сіздің сабақтарыңыз ешкімге көрсетпеймін. Мен люблю честность, ешкімге көрсетпеймін. Но үйдегі мамам, мысалы, бір мастерге ренжісе, Құралай Калиева бүйтіп айтқан. Ол кісі, мынандай кісі, ол просто тиран болып жатыр, соны бүйткісі келіп жатыр, дайте ей возможность это, деп айтамын мамаға. Мы даем ей возможность, қараймыз, тыңдап отырамыз, не айтатынын ары қарай. И реально, тура сіз айтқанды схемада сол адам сол нәрсені жасап отырады. И очень интересно быть просто наблюдателем, оказывается. Вы представляете? Да, очень интересно. Это круто, это круто. Құралай Калиева, вы знаете, вы как-то каким-то международным языком объясняете. Обычно мен, честно, мені көп что ұнатпайды из-за этого, наверное. Но я скажу, все равно мне пофигу. Қазақшаны онша түсінбеймін, да? Вот реально я одно слово понимаю, дальше устаю слушать, да? А сізді не устаю слушать. Я даже вот еду в дороге, иду, сіздің нелеріңіз болса, құлағыма не істеп қоямын. И не пишу, потому что хочу, чтобы вечно о других думаю. Наверное, это из-за того, что я бизнесом занимаюсь. Басқа адамдар жазып қалсыншы сізге деп ойлаймын, да? Пускай там они свои проблемы. И потому что вечно думаю, что у меня нет проблем. У меня все вечно окей, как будто бы, да? Вот. Сіздің нелеріңізді тыңдаймын, и у меня опять появляется возможность переходить на взрослую позицию. Даже вот смотрите, сегодня написала же вам шаршап жүрмін, да? Уже шаршап жүрмін, не шаршап жүрмін, да? Это уже прошло. Но почему-то до ваших уроков мне всегда казалось, что шаршап жүрмін из-за вакцинации, из-за бірдеңе. А это, оказывается, тоже жертва, да? Да. На самом деле, ответственность перевожу на какие-то медицинские вещи. Медицину. Да. И она айтады ғой бізде бәрі травит, тоже. И я про этих людей тоже понимаю, что они тоже ответственность свою перекладывают на кого-то. Именно сол адамдар ауырып қалады ғой еще. Я, кстати, сіздердің неңізден кейін меньше болеть стало. Реально. Прям меньше. Прям нереально. Вот я не думала, что маған қазақша кто-то поможет в моей же стране. Представляете? Классно. Нет, реально. Мен уже Тляшиновыми не хочу встречаться. Мен Уфтардың өздері пускай встречаются. Я хочу с вами встречаться. Жаным сол. Так что билет за мной. Мен сізбін.
Я люблю тебя. Мен сізбін. Да. Что сонымен ризасың, сабақтың. Именно қай Я сабақтар? күшті беседа өтті. Да, я больше проситься не буду басқа адамдарда, пускай сіздің неңізге бөленсін, призыңызға, осындай неңізге адамдар побольше сізден не алсын, инсайт алсын, өзгерсін, мен сияқты. Мені қоя берші, мен не пропаду. 5 миллион ақшам бар ғой. Сол. 5 миллионды қазір отыра қаласың да, куда будешь тратить? Айна. Бәрін, ай сайын куда будешь тратить, прям расписывать етіп тастап жарайма, до мелочей, до копейки. Да, да, хорошо. Маған риза болыңыз, ризасыз ба? Әрине, бүгіннен кейін реально риза. Вот риза вообще за все, что было, я уже это сказала, да, первое. Риза за все ваши уроки Даулетты ханым и все ваши курсы, отдельно, да, риза. Каждый ваш курс, даже бесплатный, это как будто бы дорогой курс чей-то, знаете, реально. Потому что, честно, я вообще обещала себе негатив айтпауға, но айтайыншы бір рет, ладно. Женщина уже сидит. Басқа психологтардың оқысаң, қарасаң, ішінде только 3-4 предложенияны бүйтіп тыңдап отырып алып алуың керек та, чтобы научиться. Бесплатный курстарында. Вот. Бесплатный курстарында 90% реклама. И арасында бір 10%-ын ұстап қалсаң ұстадың, ұстамасаң кеттің да, сонымен. Мен оларға ақша төлемеймін никогда. Никогда платный курс мен вообще негізі оңайлықпен ақша құртпаймын. Но тек қана сіздің ғана курсыңызды единственный раз в жизни сатып алған адам. И только книги покупаю. Инакова, сен өзің вообще подозревала, саған ақшаға деген блок в детстве лежит, подругалармен отношенияңда лежит. Нет, кстати, тем более вот это вот, я вот только что вспомнила даже, что мен вот этой Татьянаның артынан жүгіріп, она еще меня вообще посчитала ведьмой ворой. Зачем она это сделала, я не понимаю. Ну, даже сейчас уже даже понимать не хочу. Как-то взрыв мозга болып атқан шығар жаңағы неден кейін. Я говорю, я сейчас хочу на улицу пойти позаниматься чуть-чуть. Күшті, жаным, біз қоштаспаймыз. Да. Алла қаласа. Дубайға бармын. Алла қаласа, не тек Аллам жолықтырсын бізді. Я буду прям вот мечтаю. Просто хотя бы увидеть. Психология туралы айтпаймын что там. Сұрамаймын. Өзіңнің опытыңмен бізбен бөліскеніңе саған алғысым шексіз, рахмет саған. Қаншама қыздар восторге болып отырған шығар, өздерінің өмірлеріндегі проблемаларына оларда размышлять етіп жатыр. Я қыздарға ұнаса екен деймін. Ұнаса екен деп сөйлеген жоқпын, бірақ жаңағы кішкене болса да бір көмегім тисе екен деймін, о том, что вот именно показала вас, мысалы, біреулер, мынау Құралай деген кім деп отырған шығар, енді білмей, да? Соларға кішкене болса да объяснила деген ниеттен. Рахмет, жан. Эфирді ана жерден өшіре қойшы ортасынан. Окей, все, давайте. Люблю. Рахмет, жан. Ой, не пойму. В середине. Люблю. Тура ортасын. Давайте я выключу, обратно включу тогда прямой эфир. Так сделаем так. Ал қыздар, ақшаға байланысты болып қайда қалай жататын түсіндіңіздер ма? Ұнады ма сіздерге проработка? Кімде инсайт пайда болды? Дәл осындай проработка бала кездеріңізбен сіздер мына 10 000 теңгенің сабағының ішінде бар, 3 күндік сабақтың ішінде бар, жасайсыздар соны. Басқа техникалар бар. Мен сіздерге мощный техника көрсетіп отырмын, басқа техникалар бар сол жерде. Өздеріңіз жасайсыздар. Күшті проработка болды дейді. Шық екен, ұнады. Сізді сағынып қалдым дейді, тамаша еді, шынайы. Сіздер только что 150 000 теңге тұратын проработканы көрдіңіздер. Тамаша, супер жансыз. Точно менде бар екен. Ал қыздар, мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, жаңадан қосылып жатқан қыздарға тағы да бір рет көрсетейін.
Мынау табысты леди 12 сабақ, дәулетті ханым 14 сабақ, байлық магниті 7 сабақ, армандар алгоритмі 7 сабақ, өз-өзіңе психолог бол 3 сабақ, 200 техника бар ол жерде, 43 сабақ бар, 250 мың теңге тұратын сабақты 10 мың теңгеге алу мүмкіндігі бар. Мүмкіндіктеріңізді жібермеңіздер, реквизиттарды көрсетейін, скрин жасап алыңыздар да төлем жасап өз орныңызды брондаңыз. Каспи номер 8707-555-7363, тіркейтін номер 8778-934-9008, небәрі 10 мың теңге. Бақандай 43 сабақ, 200 техника, тек қана бүгін тіркеліп үлгеріңіздер. Мен де сіздерді сағынып қаппын, кете алмай отырмын. Керемет, Дубайға барып қайтыңыз дейді, барамыз. Алла қаласа, Динарка екеуміз барамыз. Қайырлы түн, маған риза болыңыздар, мен сіздерге ризамын. Дәл осындай проработкаларды жасап, өзіңіз жасап үйренесіз, туыстарыңызға жасап үйренесіз, жақындарыңызға жасап үйренесіз. Диплом бар психологтарға вообще таптырмайтын қазына ғой менің сабақтарым. Сабаққа қалай ақша төлейсіздер, бірден сіздерге сабақты жіберіп береді. Сол сәттен бастап көре бересіздер. Эфирді сақтамайым деп ойлаған, мынандай проработкамен сақтамасқа болмайтын шығар. Эфирді сақтап қоям, астына эфирден алған әсерлеріңізді комментарийға жазуларыңызды өтінем. Қарақалпақстаннан төмендегі көрсетілген номерге шықсаңыз, не жасайсыз? Сбербанктың номерін жібереді сізге. Қашан болады? Сразу береді. 43 сабақ, 200 техника, табысты леди, дәулетті ханым, байлық магниті, армандар алгоритмі, өз-өзіңе психолог бол. Сақтайын, бірақ ертеңге дейін ғана сақтайын, бүгін көріп алыңыздар. Ұзақ уақыт сақтамаймын. Жаңа 43 сабақ сіздерге мәңгіге қалады. Бірінші рет көріп отырмын, өте ұнады дейді. Рахмет жандарым. Қош келдіңіздер парақшама. Подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Керемет, рахмет сізге. Енді қашан шығасыз? Айтпақшы қыздар, мен болашақта Telegram каналдан тікелей эфир өткізсем ба деп жүрмін. YouTube'дан тікелей эфир өткізсем ба деп жүрмін. Ақшаны қашанға дейін жіберу керек? Бүгін түнгі 12-ге дейін. Жарайды, қазір 10 болды ма? Ертең таңғы 10, ертең түскі 12-ге дейін төлеп үлгеріңіздер. Самооценка туралы көтеріледі самооценкаңыз. Осы сабақтарды алыңыз. Дәулетті ханым техникасын жасайық дейді. Жасайық, давайте. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Мен сізбін. Жүректерім сол, барлықтарыңызды жақсы көремін.
Түнде ақшаның ұйқысын бұзбайық дейді. Пожалуйста, ертең түске 12-ге дейін салыңыздар. Қайырлы түн. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Бүкіл таныстарыңызға эфирді бөлісіңіздер. Жіберіңіздер. Сізге де бір сауабы тисін. Керемет эфир болды.